бір ғалымға сұрақ қояды ғой. Неге Құранда шипа туралы, медицина туралы аят неге жоқ дейді ғой. Сонда ана кісі жауап береді да, өйткені Құранның барлығы шипа дейді да. Субханалла. Ол Құранның бәрі шипа дейді негізінде. Адамның, яғни денесіндегі ауруды да емдейді ол, адамның рухани ауруын да емдейді ол. Баяда бір үйде тұрдым. Жарлар жұқа ғой. Бір ата Құран оқиды ғой. Жар тебем ғой мен ше, қойшы деп ше. Анау қазақша оқиды ғой Құранды ше. Миым ауырады ғой кәдімгі анау айындар шығып жатады. Енді мен де мақаражы мықты деп айтпаймын енді. Қарилар сияқты енді альхамдулилля. Бірақ біреудің қатесін көремін деп. Иә, бірақ енді анау теді мен анда жар тебем ғой, қойшы деген сияқты болып шана ше. Мысалы, өзіміз білеміз ғой, Құран тек қана дәреже көтергеннен басқа қызметі жоқ та оның. Ол сүйкенген, жұққан нәрсесінің дәрежесін көтеріп тастайды. Болды, тисе болды саған, дәрежеңді көтереді. Неге тиеді, соның дәрежесін көтереді. Неге қатысты, соның дәрежесін көтере береді. Соң осыны ең бірінші өзім естіген кезде біз мән бермедік. Сол ғой, ол кезде мен өзімнің ондай дертім бар екенін білмеппін да. Садақаны асыну деген мұнафықтардың сипаты. Өйткені ешқашан айтып отыр ғой, азайтпау құнын. Мен 1000 теңге бермесе, ол садақа емес деп есептегенмін өзіме. Сол уақытқа дейін. Су туралы білмейді, судың үкімдерін білмейді. Жихад туралы әңгіме айтамын. Жихад туралы айтқанда мемлекетті басқару, ана президент дұрыс істемей жатыр деген әңгімелер жетеді. Но бірақ су туралы білмейді дәрет алатын. Сонда мен сұрақ қоямын ғой, сөйтіп, сен мынаны білесің бе? Бірақ сұрағы да андай да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер. Сіздермен кезекті подкастымызда қайта қауышып отырмыз. Бүгін біз Ілім Бағы YouTube арнасындамыз, әдеттегідей. Енді подкастымызды бастамас бұрын пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисін айтсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ахаббул аъмали илаллахи адвамуху ва ин қалла дейді. Яғни Алла тағалаға ең сүйікті амал ол аз-аздан болса да үздіксіз болған амал деп айтады. Неге бұл хадисті айттық? Өйткені бүгінгі біздің тақырыбымыз, бүгін подкастымыздың тақырыбы осы хадистің барысында болады, Алла қаласа. Осы хадистің барысында әңгіме қозғайтын боламыз, иншалла. Енді сіздермен қонақтармен таныстыра өтсем, біздің арнайы күнделікті біздің тұрақты спикеріміз, біздің осы медресеміздің директоры, осы біздің медресеміздің ұстазы Дастан Ұзақбай ұстазымыз. Ұстаз, қош келдіңіз, Алла берекет берсін. Және де құрметті көрермендер, сіздерге дайым ап деген бір керемет қосымшаны айтқым келіп отыр. Алла қаласа осы қосымша жайында да толықтай сіздерге осы подкаст барысында айтатын боламыз. Және осы дайым ап қосымшасының негізін қалаушы Құлшаров Бексұлтан ұстазымыз да келіп отыр. Ұстаз, қош келдіңіз. Қош көрдік. Алла қаласа подкастымызды енді бастасақ, ұстаз, иншалла. Енді ұстаз, жаңа хадисті айттық, аз-аздан болса да үздіксіз амал деп. Иншалла осы хадисті бізге мағынасын толықтай ашып түсіндіріп берсеңіз. Және де бір сұрақ қоярым сізге, Алла Тағала неге тұрақты амалды жақсы көреді? Осыдан бастап айтсаңыз. Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули ма баъд. Иә, бұл хадис негізінде керемет хадис. Қарап тұрсаңыз өзі де қысқа хадистің. Бір 4-5 сөзден тұрады. Бірақ 4-5 сөз болғанымен оның артында адамның толық өмірі жатыр негізінде. Адамның өмір бойы тоқтаусыз қабірге дейін кіретін, кәдімгі қабірге дейін кіретін, сол қабірге бірге кіретін сенімі бұл хадис негізінде. Бұл хадисті адам ұстанатын болса, кез келген істі кәдімгі тапжылмай тұрған таудай қылып жасауға болатын хадис негізінде. Бұл хадисті адам өмірлік қағидасы қылатын болса, жаңа мен айтқан тапжылмай тұрған тауды мүжіп жүндетіп жіберуге болады бұл хадисті ұстансаң негізінде. Айтып тұр ғой, Аллаға сүйкімді болған үзілмей жасалатын іс, бірақ қысқа болса да деп тұр да. Әңгіме осы жерде. Бірінші айталық, адам бұл хадистің түсіндірмелерін оқығанда ғалымдар негізі әртүрлі қылып берген, бірақ маған ең қатты ұнағаны бұл жердегі кішкентай іс болса да ол көптің орнын басады дейді Ибн Ражаб аль-Хамбали айтады. Және ол көп жасалған амалдан да көп болып тұрады дейді. Түсінесіз ба? Яғни кішкентай амал бар да, біреу мынандай жасап тастауы мүмкін, бірақ біреу мынандай жасауы мүмкін да.
соны үздіксіз дейсіз ғой. Иә, біреу мынандай жасайды да, бір күн істейді да, оны тастайды. Ол адам ғаплетте уже. Ол алдап қояды өз-өзін. Соған сеніп қалады, амалына сеніп қалады. Мен мынандай жасап тастадым. Мына адам айтады, мен мынаған дейін жетуім керек әлде де. Және екінші ұнаған нәрсе маған жаңа бірінші ол көп амалдың орнын басады, және көп амалдан асып түсіп тұрдым ғой. Екінші нәрсе бұл адамды ғаплеттіктен зәкириндердің қатарына қосады дейді бұл хадис дейді. Негізі амал қылған адам дейді. Ғаплетте жүрген адам деген андай былай қарағанда ештеңемен уайымы жоқ, ертең не болатынын білмейді, ертең Алланың алдына барған кезде амалдардың таразыланатынын білмейтін адам ғой енді ғаплетте жүрген адам. Істеп жатқан ісі адал ма, арам ба, мана алып жатқан дүниені арамнан тауып жатырмын ба, оны адалға жұмсап жатырмын ба, немесе оны адалдан алып, оны арамға жұмсап жатырмын ба деген сияқты адам ғаплетте жүрген адам сол. Ештеңемен шаруасы жоқ. Ал сондай жүрген адамды дейді бұл хадиске амал жасаған адам, яғни табандылықпен кішкентай нәрсе болса да үздіксіз жасаған адам дейді. Ғаплетте жүрген адамдардан зәкириндердің несіне қосылады дейді. Яғни зәкирин деген кім ол? Ол жүрегі әрдайым ояу адам дейді. Түсінесің ба? Яғни оның әрдайымда Құдайменен іс болады ол адамның. Және айтады, ғалымдар айтады, бұл хадиске амал қылған адам, бұл кішкентай болса да үздіксіз табандылықпен жасалған амал дейді. Бірден көп жасап тастаған амалға қарағанда қабыл болу ықтималдылығы жоғарырақ дейді. Бұл хадиспен жұмыс жасау дейді. Түсінесіз ба? Мысалға, мынандай мысал келтіруге болады ғой. Тек қана бір ай ғана Рамазанда күніге бір пара Құран оқып, тек қана Рамазанда. Күніге. Ойлашы, күніге Рамазанда бір пара Құран оқиды, тек қана Рамазанда бірақ. Бір күнде бір пара дейсіз. Иә, бір күнде бір пара оқиды, басы ауырады, не істейді. Әйтеуір Рамазан ғой деп, Құран айы ғой деп, альхамдулилля, енді ол да жақсы ғой негізі. Сағаттар уақытын бөліп дейсіз ғой. Хотя бы Рамазанда енді. Сол, бірақ тек қана Рамазанда оқып тастаған адам қайырлы ма? Болмаса жылы 12 ай күніне бір бет оқитын адам қайырлы ма? Ойлашы. Әрине күніне бір бет оқитын адам қайырлы да. Өйткені жаңа ғалымдар айтып жатыр, ол амалдан жалықпайды дейді, зерікпейді, және сол амалын әрқашанда сүйіп тұрады дейді адам дейді. Өйткені не істемейді ол? Шаршамайды. Шаршамайды. Яғни кез келген адам тренировкаға барған кезде де аптасына 2 рет 3 рет істетеді ғой. Бір күн темір істетеді, бір күн аяққа береді, бір күн қолға береді жаңағы нені, жүктемені. Жүктемені сен бір күнде бәріне беріп тастасаң, онда сен келесі күні таба алмайсың сол тренажерный залдан. Солай емес пе? Жаттығу залын таба алмайсың. Бәрі сондай нәрседе табандылықпен кішкентайдан бастау керек осылай. Енді бұл хадиске айтып отырмын ғой, қабірге дейін адам кіргенге дейін амал қылатын болса, бұл хадиспен кез келген амалмен, зікір айту болсын, салауат айту болсын, Құран оқу болсын, күнде бір хадис оқу болсын, нәпіл намаз оқу болсын, аз-аздан да, бірақ өмірінің аяғына дейін тастамаса, бұл барлық таудай амалдардың барлығының орнын басады. Отырсыз ба? Сондықтан мұсылман кішкентай жасау керек, бірақ не жасау керек? Өте, яғни бұл іс сапалы болады деген сөз ғой. Түсінесің ба? Яғни ең құрғанда сенің ісің не болады? Өте қатты сапалы болады. Альхамдулилля. Және де ол үздіксіз жасағаннан ол нәрсеге бейімделеді да өзі. Бейімделеді, табандылық пайда болады. Қан үйреніп кетеді. Дәл солай. Ұстаз, енді осы тұрғыда жалпы сіздің әңгімеңіздің барысынан кімге өтсек, Бексұлтан ұстазымызға, Бексұлтан ағамызға өтсек, сізде жаңа таныстырдық дайым ап қосымшасының негізін қалаушы деп. Дайым ап қосымшасы жалпы жаңа алдыда айтып өткен ұстазымыз барынша ашықтап берген бізге сол хадисіміздің үстіне негізі құралған бұл. Жалпы енді бұл осындай идея қалай келді сізге ең басында? Содан бастап айтсаңыз, таныстырсаңыз. Бисмилля, альхамдулилля, ва ла иляха иллаллах. Бірінші мынадай нәрсені айтайықшы. Оның тарихын айту өте ұзақ. Әлі бізде уақыт бар ма? Бар ғой. Қысқаша айтып кетейінші. Қысқашаның өзі ұзақ болып тұр. Негізі мынадай нәрсе, мен бірінші өзім таныстырып кетейінші. Мен мынадай нәрсе айтқан жақсы көремін де, мен Нұрмубарактың докторантымын деген нәрсені қазір өзіме абырой тұтам. Өйткені кейбір нәрселерді байқамайсың, үнемі қасында жүргеннен кейін де, мысалы ғалымдардың қасында жүргеннен кейін байқамайсың да, бірақ ажырап қалған кезде байқайсың да. Мысалы мен де бакалавр бітірдім де, Нұрмубаракқа магистратураға барған кезде ана кісілердің қасында жүрудің үлкен нығмет екенін сол кезде бір түсіндім. Сосын қайтып ол жерден кетіп қалдым да, қайтып барған кезде тағы түсіндім да. Сосын ол жерден тағы кетіп қалып
бір жылдан кейін тағы докторантураға қайтып келген кезде тағы түсіндім. Өйткені әр келген сайын Нұрмарак әртүрлі өзін көрсетіп жатыр да. Мысалы бұрын бакалаврмен жүргенде толқынмен жүрсең, барлық балдар бірге өтіп кететін да. Магистратурада сені ғылыммен таныстырады. А докторантурада сен ғылыммен айналысуың керек та уже. Ал ол ұстаздардың саған бұрынғы бакалаврде берген ұстаз жоқ, бірақ бұл жол басқа қырын көрсетіп жатыр да ол ұстаз. Ғылым деген ол сен бакалаврде беріп лекция тыңдап, балдармен бірге болып, естіген нәрсеңді айтып беріп, сөйткен емес. Ол жерде кәдімгі 10 адам отырсақ, онымыз 10 түрлі тақырып, 10 түрлі нәрсе айтуымыз керек та. Сен ана кісінің айтып берген нәрсесімен сен құтылып кете алмайсың да. Өйткені сенің тақырыбың бөлек, зерттеуің бөлек. Анаған ерігіп копировать ете алмайсың. Сен шаблон аларсың, но бірақ істей алмайсың сен, өйткені сен өзіңнің бөлек тақырыбың бар. Осы нәрсені өзіме бір сосын мен сырттағы адамдардың докторантураға 3 рет, 4 рет, 5 рет, 6 рет тапсырып түсіп жатқанын көрдім да. Мен 1 рет тапсырып, мен деген бұл өзім үшін жеңіс деп санап жатырмын да, өзім үшін жеңіс бұл. Тағы грантқа түстің. Еще грантқа, еще стипендия алып жатырмын. Ол нығмет санап тауса алмайсың деп. Ал бұл өзім үшін мақтан тұтып жатырмын да. Өзім қадірін арттырмасам, бұл кім мен үшін оның қадірін арттырып береді былай келгенде. Осындай жаңа тұрақтылық деген нәрсе негізі Нұрмаракта, мен Нұрмаракқа келген кезде ең бірінші мен дінді Нұрмаракта таныстым да. Нұрмаракқа келген кезде мен дінмен танысқан кезде өзімді жалқау адам ретінде санаймын да. Үнемі жалқаулықта тұрақтымын деп айтсақ болады. Болмаса тұрақсыздықта тұрақтымын деп айтсам болады да өзімді ше. Сондай бір тұрақтылықта жүрген кезде, тұрақсыздықта жүрген кезде Нұрмаракта ана бір хадиспен таныстым да. Мен бұл жерден қандай пайда ала аламын деп жүрмін ғой, енді бір нәрсе үйренгім келеді, бір нәрсе қылады. Сол кезде барлық адам дүниеден өткен кезде барлық амал тоқтайды да, тек қана мына 3 амал деген бар ғой. Сол нәрсемен танысқан кезде мен өзіме мынадай нәрсе түрттім. Мен жалқау адам ретінде мына жерде мен үлкен үлес ала аламын. Өйткені мен мына өмірден өтіп кетсем де, бір тоқтамайтын амалдарға үлесімді қалдырып кетсем, мен демалсам болады екен деген сияқты. Тек қана жаңа арам нәрсеге жоламай, енді үлкен өнегелі іс істемесең де әйтеуір арамнан қашып жүріп, осындай пайдалы, тоқтамайтын жария нәрселерге мен өзім пайдалы артынан білім қалдырып кететін дегенге уверенбеспін. Ізгі ұрпақ қалдырып кететінмен де уверенбеспін де, артынан дұға қылып тұратын да. Ал бірақ қазір мен жария садақа жасасам, мен уверенмін. Өйткені мен артынан келеді ол. Өйткені мен қазір қолымнан келеді. Өйткені күшімді жинасам, мен 15 минут болсын, 20 минут болсын жинасам, менде мүмкіншілік бар екен көрдім да осы жерде. Сосын бұл нәрсемен таныстым да, енді бұл нәрсенің жолында не істей аламын деп үйрендік. Ол нәрсенің жолында аз-аздан үздіксіз даму керек екенін түсіндік та оны. Аз-аздан, өйткені Абу Ханифа рахимахулланың да өмірінде бар ғой, бал оқиғасы. Сол да, мысалы 40 күн деген ол тұрақтылық та ол. Ол тұрақтылықтан кейін барып әңгіме айталып беруге. Жоқ, осы жерде бал оқиғасын айтып жіберейікші. Айтып жіберші осы жерде. Адамдарға қызық, өткен ол. Не қазір айтады, сұрайды, комментарий жазады. Не ол бал оқиғасы деп. Енді бұл жерде бұл 2008-ден 2009 жылы намаз бастағандардың сол кездегі айтылатын әңгімелер ғой негізі бұл дейтін. Оны қазіргі кейінгі намаз бастағандар білмеймін, естіді ме, естімеді ме, Аллаху әлем, бір айтып жіберейік. Енді біз естігендегі нұсқамен айтайын, или мен білетін нұсқамен. Нақты рауи деп ойлап қалмаңыздар, но рауи бар оның нақты. Енді бір кісі Абу Ханифа рахимахулланы іздеп келеді. Енді үлкен кісі, ғалым кісі, сол өзінің баласына қанша насихат айтып, балды жегізбегісі келсе де, бірақ баласы тыңдамайды да. Сосын осы проблемамен Абу Ханифа рахимахулланың алдына келеді да, айтады, осындай проблема бар, балам бал жей береді, менің айтқаным тыңдамай тұр, сөзім өтпей тұр деген сияқты. Сіз айтсаңыз мүмкін қояр. Ал ғалым кісі алады да, иә дейді, бірақ бір күн айтады, екінші күні баласына келіп көз алдына жүгіріп жүреді, үшінші бір кездескен кезде жұмада кездесіп қалады дейді, ол кезде де айтпайды, мүмкін ана елдің алдына айтады шығар деп ойлайды. Сосын сол сөйтіп уақыт өткеннен кейін, бір 40 күннен кейін дейді ғой, бір не оқиғада, сол 40 күннен кейін сол баласын кездестіреді, келеді. Сонда баласын кездеседі, или бұл кісі әдейі баласын алып барады. Сол кезде келеді, айтады, балам, бұнай дейді ғой, балам, бал жеме деген кезде, келесі күннен бастап, дейді, неде ана жерде біз білетін нұсқада, келесі күннен бастап бала бал жеуін қойып кетеді да. Сонда таңғалады ғой, енді бұл не нәрсе?
бір ауыз-ақ сөз айтты, бірақ 40 күн күтті да. 40 күннен кейін Иә, еще 40 күн ғана айтты. Сосын келіп сұрайды ғой, не сыр бар енді сіздің бұнша уақыт тоқтап айтуыңызда деген кезде, мен 40 күн алдын өзім бал жейтін едім деп айтады ғой. Мен өзім бал жейтін едім, ал менің сөзім енді ол жерде интерпретация кетеді де, өзінің сөзі өтпейтін деген түсінеді де, өзі істеп жүрген нәрсені біреуге насихат айтсаң, өйткені Абай атамыздың сөзі бар ғой, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді деп. Сенің жүрегіңнен шығу үшін сен өзің амал етуің керек та оған. Ал бұл жерде өзі амал етіп жасаған амал болғаннан кейін міндетті түрде енді ана баланың результаты бал жемеуге әкелу керек болды ғой. Сол үшін өзі істемеу керек болды да. Ол одан кейін ол өзіне балда арам ету емес, мүмкін одан кейін жеді да. Бұл жерде сөзің өтімді болу үшін, адам өзі тұрақты болу үшін, біреуді бір нәрсеге шақыру үшін өзі сол нәрсеге амал ету керектігі бір жағынан. Бір жағынан тұрақтылық деген нәрсе организмге сіңу үшін 40 күннің керек екені бұл жерде. Енді көп насихат бар, енді ғалымдарымыз үлкен көп насихат тереді бұл жерден. Біз білетіні сол осы бізге керегі ғана есімізде қалып тұр ғой енді. Осы оқиғадан кейін мен осыны біз енді ұстаздарда неше түрлі уағыздар, неше түрлі оқиғалар естіп жатамыз ғой, енді кітаптан оқып беріп жатады, істеп жатады. Сол моментінде болмаса да өмірге келгеннен кейін, мысалы мынау Нұрмарактың ауласынан шығып, адамдармен араласып бастаған кезде исламмен өмір сүру оңай шаруа емес. Исламмен өмір сүргің келеді, но бірақ мына поток басқаша, ағым басқаша да, өмір жол басқаша. Сенің намаз оқып тұрғанда ешкім күтпейді. Ол үшін келісуің керек намаз оқуың үшін да. Ешкім сенің жұмаға баратыныңды күтіп тұрмайды, өйткені шаруалардың барлығы ағыммен кетіп баратыр. Сен ол үшін келісуің керек бір адаммен. Мен кішкене мына жерде кішкене уступать ет, мен мына жерде көбірек істеймін деген сияқты бір келісімдер керек та. Мен өйстіп жұмысқа келдім, 2017 жылы бітіріп, осының бәрін естіп алып. Осы хадисті естідім, азаздан тұрақты, осы бәрін білеміз, басымызда бар, но бірақ амал еткіміз келеді да. Мен ең бірінші сол сот сарапшысы болып 2017-те келдім ғой. Хадиске байланысты бір кішкене өзім өмірімде қолданған осы хадисті қолданғаным бар да өмірде. Сөйтем де экспертизаға келем, сараптама примерно 3 айдан кейін қолыма бірінші сараптама түседі. Сосын тұрады да маған 1 ай срок береді. Мен андай нәрсе 1 ай бар ғой әлі деген ой келді ғой шын айтқанда. Әлі көп сияқты. Әлі көп сияқты 1 ай деген. Сосын аламда 1 апта қалған кезде жасап бастадым ба, бір нәрсе болды, үлгермедім сұраққа. Сосын тағы да уақыт сұрау керек болды. Ол арнайы хат жазасың, несі көп, шаруасы көп та. Сосын алдымда сөйтіп уақыт создырып, әрең дегенде біттім әйтеуір. 30 күнде жасап бітуің керек нәрсе, негізінде 30 күнде емес, 20 күнде бітесің негізінде. Но бірақ мен 1 апта қалғанда жасағаным үшін, мен өзіме еще нагрузка жасап алдым, мен еще өзіме қосымша қысым қылдым, уақыт сұрау керек болды деген сияқты. Осы хадис есіме түсті да. Еще экспертизада бәрі қолданады оны. Ол ана адамдар дінде емес, дінді ұстанбайды, бәрі қолданады. Өйткені неге сіз шаруа келген кезде аз-аздан қазір бастап кетсең, сен уақытында бітіресің. Өйткені саған айтады, сен күніне мүмкін результативіне 2 сағат қана жұмыс істейтін шығарсың, сол 2 сағатыңды дұрыстап жұмыс істеші, болды, жетеді сол. Бірақ күнде жұмыс істеші, сен ойлама дейді, 8 сағатым бар, 8 сағаттан бүйтіп қосқан кезде бәрі жетеді. Соны бірақ ол эффективный болмайды ол. Осындай насихат айтатын да, бірақ ол хадистен айтып жатқан жоқ, олар өмірінде тәжірибеден айтып жатыр да. Оны тыңдамайсың. Сол баяғы тыңдамау деген нәрсе ғой. Сөйтіп осыны алдымда, сол кісілерден алдымда, мен негізі ол кісілердің тәжірибесі ғой, бірақ осы хадисті есіме түсті, мен осындай хадис бар емес пе еді. Неге оған амал етпеске? Аз-аздан тұрақты жасауға. Сөйтіп тұрақтылық жасаймын. Содан кейін мен ешқашан деп айтсам болады, почти қиналған емеспін экспертизада. Неге? Өйткені мен аламда бастаймын. Күніне 2 сағат уақытымды эффективный жұмыс істеуге жұмсап жіберемін. Күнде. 30 күн бойы күнде. Сонда мен бітем. Жұмысымды уақытында бітіріп отырдым. Почти енді 90% деп айтайыншы. Ауырасың, кететін істейсің. Сол мен осы нәрсені мен университет оқып жүрген кезде үлкен объемда енді 8 үлкен диск әрқайсының ішінде 16 сағаттан ба объемда үлкен не болды. 130 беттік қолымда не болды андай. Парақша болды. 135 A4-ден 135 деген көп. Ол 300 бет кітаптан да көп та оның несі, объемы. Сол кезде мен 130 күн ба, 135 күн ба уақытым жұмсағанымда,
бірақ күнде стабильный 2 сағаттан болды, одан артық істеген жоқ 2 сағат. Мен сол уақытта бітірдім оны. Үлкен объем, негізінде одан да көп істеуге болатын еді, жарты жылға дейін ба, мен сол бір 3 айдың ішінде, 4 айдың ішінде тауыстым да. Сол осы жерде көп көмектесті да осындай нәрсе, тұрақтылық. Жаңағы аз-аздан үздіксіз деген нәрсеге. Енді оқиға бұл жерде қалай айтсақ болады, сол мына нәрсемен қалай таныстық, мен дайынге қалай келгенімді айтпай қазір осы нәрсеге айтқым келіп жатыр да. Өйткені неге өміріңде білмейсің сен қай жерде қалай не істейтініңді ше, бірақ бір ойланып қарасаң, өйткені біз Нұрмарак ұстаздарын Алла разы болсын, андай информацияны көп берді ғой бізге. Сол кезде алмасақ та пайдасын кейін ана жерде айтып еді ғой, ана жерде айтып еді. Өйткені көп нәрселер айтылды, бізге өмірімізде керек нәрселерді үзіп алдық та, мына нәрселер маған керек. Қалған нәрселер, өйткені адамдар сұраған кезде ғана есіңе түспесе, кейбір нәрселерді білмейсің де даже. Қазір мысалы қалай есіңде жүрмейді үнемі. Сұрайды, сондай нәрсе бар екен ғой деп қаласың. Ал өміріңе, әркімнің өміріне әртүрлі да. Өйткені сен барлық адам бірдей шаблонмен өмір сүру мүмкін емес қой. Сондықтан осы нәрсеге амал ету арқылы тұрақтылық деген нәрсе өмірімізге келді. Бірақ мен мынадай нәрсе бар. Өзім тұрақтылық деген нәрсе өміріме әлі күнге дейін сіңіргім келіп жүр. Сіңіру үстіндемін. Но ол оңай шаруа емес, сіңбейді екенін түсініп жатырмын да, ол оңайлықпен келмейтінін. Өйткені неге? Кейбір нәрсе бар, өзіңді қинап істейсің да. Ол қинап істеудің алдын бір нәрсе бар, өзіңді алдап жақсы көрту керек. Ол тұрақты болу үшін де өзіңді алдауың керек. Ол нәрсе сені саған ұнайтындығы туралы бір нәрсе, сен қинап өзіңді жақсы көрте алмайсың. Сен жаңағыдай аз-аздан үздіксіз бастап кетемін десең де, сен жақсы көрмеген нәрсең болғаннан кейін, ол саған шамалдан кейін сен қашан ол тұрақтылықтан кетесің, ол да сенен жаймен деп кетеді. Ал сен оны жақсы көрумен бірге тұрақтылық етсең, сен одан кейін ол үшін күш жұмсамайсың да. Өйткені сен ол үшін күш жұмсамау үшін, жаңа сіз айттыңыз ғой, жақсы көру деген нәрсе кіру керек та оған. Сол кезде сен күш жұмсамайсың, наоборот, өміріңнің бір, мысалы, кім таңертең тіс жуған кезде күш жұмсайды, арнайы өзін қинап жұмсамайды ғой ешкім. Өйткені тұрасың, өйткені неге? Әке шешеңнің еңбегі да тұрды да таңертең тіс шу деп. Сен 5 жасқа дейін ба, 10 жасқа дейін ба, күндегі айтылып келді. 10 жыл еңбектің нәтижесі. Сол нәтижесінен сен қазір таңертең тұрғаннан кейін, күш жуу керек қой, мен бүгін планға жазып қояйын деп өтпейсің да. Тұрасың, қолын жуасың, тісің жуасың, болды. Автомат кетеді да. Ол да ата-анамыздың еңбегі екенін біз түсінбейміз да қазір. Өйткені как будто біздің өмірімізге бір өзің бір сол нәрсеге жеткен сияқты да. Бірақ сен 10 жыл бойы әкең, шешең қазір есіңе түсірсең, тіс жу, қолын жу, бетің жу. Осы нәрсені қақсап келді саған. Ол 10 жылдық жұмыстың нәтижесі. Сен 10 жасқа келгенде сен ақылды болып қой, қолын жойын деген жоқсың. Өйткені саған қақсап айта бергеннен кейін барып, осы тұрақтылық, сен оны жақсы көрмеуің де мүмкін айта бергеннен кейін да, бірақ кейін жақсы көріп кеттің ғой. Күш жұмсамадың да жақсы көріп кеткеннен. Неге? Тазалықтың саған жайлылығы беретінін, қолыңды жуып жүрсең, қолың шырш болып ештеңеге жабыспайтынын түсіндің да. Тісің жуып жүрсең, біреуге қарап сөйлеген кезде үрмейтініңді түсіндің да. Соның бәрін түсінгеннен кейін сен оны жақсы көрдің. Одан кейін күш жұмсамайсың, болды. Осындай бір нәрсемен да. Қазір енді андай бәрі бақ етіп жанып кеткісі келіп, не болып кеткісі келетін уақытта адамдар сол нәрсе маркетинг болып кетті ғой енді. Ал бірақ негізгі жетістік ол жерде емес та, негізгі жетістік аздан біреу үндемей жасап жатқан жерде да. Солар ертең бақ ете қалған кезде, сөйтіп жасаған адамдар әңгімесін айтып отырған кезде ойлап қаласың, олар бақ ете қалған жоқ, бірақ ешкім еңбегін тірнектегенін айтпайды. Ол өткен саған қызық емес. Өткен саған бақ ете қалғаны қызық та. Ал сен қиналғың келмейді. Өткен ал жетістік ол жерде емес та, жетістік оның ана ар жағындағы қиналғанда, ол өзін алдағанда, барлық сояқ жақта. Ал сен басқа нәрсеге алданып жүрсің, соған ақша төлейсің де, еще соны үйреніп алғың келеді. Наоборот та, қысқа уақытта. Наоборот, бір жерде тірнектеп жатқан адамдардың қасына барып жүру керек та, сол жерде жетістік. Дұрыс айтасыз. Осылайша осындай идеямен дайымап. Дайымаптың идеясы, енді дайымап мынадай сөйлей бересің. Дайымапта мен мысалы жаңа келдік 2017-те, сосын Құран оқығым келеді, өміріме Құранды сіңіргім келеді. Нұрмаракта сияқты сені ешкім қинап, Нұрмаракта ұстаздар сабақ оқы 2 қояды, 5 қояды деп
ешқандай оқымайсың, өзің оқуың керек та. Иә, өзің оқуың керек. Ал оқи алмайсың, бірақ ықыласты адамдар бар оқып жүрген да. Сол кезде мен бір паралық Құран оқып жатқан бір группаға кіріп алдым, барамын да, осылармен бірге бір потокта болайын. Олар ойлап жүр, Бексұлтан келді, Нұрбарақ бітіріп келді, бізді сөйлейді деп ше. Модераторы бәрі қуанып жүр, білмеймін неге қуанып жүрген. А маған олармен бірге болған қызық болды да. Сосын сол көштен қалмайын. Иә, көштен қалмайын. Енді мына жақта Нұрбарақтағы өмірді ұстанғым келді ғой енді. Сосын аламда мен көшті тарттым артқа қарай. Оқымаймын. Өйткені неге? Мен жалқаулығым мен өзіммен бірге екен әлі. Өйткені ол ешқайыққа кетпеген, 4 жыл ұйықтап жатқан, оянды. Ол 4 жыл ұйықтап та жатқан жоқ, ана жақта жүргенде өсті ғой негізінде. Полусонный болып жүрді, просто қиналып жүрді да. Сосын келдік, ол оянып алды, мен группаны артқа тартып жүрмін, 1 шегіндірдім, 2 шегіндірдім. Сосын айтты, бала, сен группаны артқа тартып отырсың, сен шығарайық деді. Шығарып жіберді группадан. Енді андай менімен айқайласып, басқалармен тапсыршы деп андай айқайласып сөйтіп жатады. Модераторлар Алла разы болсын, олардың күшімен жүр негізінде осындай Құран группалары. Сосын жарты паралық группаға кірдім сондай. Сосын оны да тарттым артқа қарай. Ол жерден де шығарып жіберді. Сосын ойладым, мен сияқты жалқау адамдар көп қой негізінде деймін да. Жалғыз емеспін мен. Білемін мен жалғыз емеспін. Әскер. Иә, біз көппіз. Неге сондай адам бір беттен оқитын адамдардың басын қоспасқа дедім да. Еще олар жалқау болса да, еще бір беттен оқысын. Мен әрқайсысына 604 адамға айқайлап жүрсем де, ана модератор болсам. Ана модератордың айқайлап жүрген есіме келген кезде мен зачем мне ондай қиналу деймін да. 64 ана 30 адамның соңынан қуып жүр, мен еще 64 адамның соңынан қуғым керек екен да. Еще ол кезде WhatsApp'та да 64 адам кіргізуге мүмкіншілік болмады. Максимум 250 да. Мен оны былай бөлем. Соның бәрі есіме түсті да, еріншек екенімді естідім да, болды, мен бұлай істемеймін дедім. Бірақ ойымда қалып кетті да. Осылай бәрі істесе қалай екен деп. Ұйымдастырудың жолын ол кезде ұқпадым. Ол примерно 2018-19 22 жылы келді. 17 жылдан кейін. Ол да бұл жайдан жай келген жоқ. Ол жерде де Құран садақа деген нәрсе бар. Біз рыноктағы садақаның дұрыс емес жиналып жатырғанын көрдік. Адамдарды 100 адам садақа беру үшін 1000 адамды тревожить ететінін көрдік. Реклама деген нәрсемен. Сосын осындай нәрселердің бәрін көрдік. Қоғамдағы садақа бергісі келетін адамдар бұған қарамайды беретінін көрдік та. Садақа берем деген, садақаны құлшылық көрген адамдар, оған ештеңе айтпасаң да ол береді. Оған просто көрсету керек жолында, мына жерде бар деп. Ол адамдар бере береді үндемей. Ал астында комментарий жазып жатқан адамдар ешқайсы садақа бермейтінді көрдік та. Бүткіл статистика қолымызда болды жалпы. 500 000 адамның несі болды қолымызда, статистикасы болды да. Сол кезде соның бәрін көрдік та, вывод шығардық. Беретін адам бәрі береді, бермейтін адам айқайлай береді екен, бермейді екен бәрібір. Значит, беретін адамдарды бір нәрсе қылу керек. Бұларға бір удобный бір құрал беру керек. Ол ілім бағында келді ол нәрсе. Осы ілім бағы деген басталып жатқан кезде. Сол кезде мен қолымда 3000 адамның данные болды басында. Сол 1000 адам тұрақты салатын болды да. Неге осы 1000 адам үшін біз қайта қар жұмсаймыз оған айту үшін? Цукербергке бергім келмейді. Неге? Енді уәде беріп жатыр, бірге 10 қайтарам деп. Но бірақ сонда да жадынысым жібермей тұр анаға. Сосын аламда ойлаймын, бір сайтты көрем. Ол сайт не жасайды, жаңағыдай осындай кішкене ақша салып жүр. Бірақ ол кезде не ол карантиннен кейін ешкім сайтқа алаяқтықтың несі болып тұрған кезі ғой. Мен сол кезде алаяқтық деген нәрсе не істеп тұр, белең алып тұрды екен. Сайт арқылы қатты алаяқтық жасады адамдар. Қазір сенбейді ғой ешкім почти. Сол кезде ойладым, адамдардың да приложениеге довериясы көбейді. Сосын онда приложение жасап көрсе қалай болады екен деп бір Жапонияда жұмыс істейтін Монғолияның қазақ баласымен таныстым Фейсбукта. Сосын аламда соған бір приложение жасап берші деймін, аналитика жасайтын ғой. Сөйтіп адамдардың бәрін қосып, сөйтіп данныйларды алып, осындай приложение жасау деген идея келді. Бірақ идеяны айтып, отказ алғанды айтпай қойын, Сосын Нұрбараққа бардым да, осы идеяны айттым. Ол жерде идеяны не істеді? Қолдады енді. Ол кезде бірақ Каспийдің жігіттерімен ақылдасып отырып, Каспий айтты, сендер өздерің бұндай приложение жасағандарың жақсы. Банкпен бірігу мүмкін емес деді. Сосын алдықтан Нұрбарақ қолдады идеяны.
Сосын Нұрмарактың қолдаушыларына арналып жасалған. Сол кезде өзі приложение дүниеге келген кезінде 10 000 адам бір уақытта қаржы салуға мүмкіншілік алды приложение. Бір күнде 10 000 адам. 10 теңгеден. Біздің де идеямыз сол болды. Көп 10 теңгеден болса да, мысалы студент болса да ақша сала алатындай мүмкіншілік болсыншы. 100 теңге, 10 теңге болды. Күніне 10 теңге, өйткені приложениенің мүмкіншілігі сол жерден басталды да. Сол кезде 10 000 адам бір күнде қаржы салған кезде осы приложениемен айналысып жүріп, Құранның темасы 2022 жылы Талдықорғанға бір қари жігітке қонаққа барғам. Сол қайтып келе жатқан жолда, сол жағымда казинолар, Балқаш деп айта беремін, Қонаевтың казинолары. Мен жолда рульде келетін. Илхам келіп жатыр деп. Келіп жатыр. Енді ана тәжірибе ғой. Мен автоматизация деген нәрселермен айналып жүрдім да, сөйтіп келіп жатыр, идеяның бәрі келіп жатыр. Мынаны ұмытып қалмасам екен, жолда келетін ана жолға шық, жол өзі аппарат деген бар емес пе? Сол жерде жолда көп идея келеді. Трасса әсіресе. Бүйтіп отырған кезде ойланып, тұңғиықпен алыстан отырасың. Сол кезде келіп жатыр, ұмытып қалмасам екен дедім де, диктофонды қостым да бәрін жаздым. Мынадай бүйту керек, сөйту керек. Сосын программистерге апарып бердім. Мынау физически реализуемо ма деп. Олар айтты, смело, easy деген программистердің күшті сөзі бар, easy дейді. Но бірақ ол easy емес, ол easy емес, кейін түсініп отырық қой. Сосын алдыда енді 1 жылдан кейін приложение жасалды, примерно 1,5 жылдан кейін. Ол приложениеде Нұрмарактың қолдауымен дүниеге келді. Біз Нұрмарактың екінші версиясын жасапаттық. Қазынаның екінші версиясын жасап аттық. Сол кезде осы приложениені бірге жасадық та. Сол кезде біз жасап атқан кезде көреміз ғой мүмкіндіктерді. Адай нәрсе. Қазіргі бұрынғы уақытта неге жасай алмады десе, бұрынғы уақытта серверлердің мүмкіншілігі соңғы 5 жылда қатты дамыды. Соңғы 5 жылда қатты дамып, жүктемені көтере алады. 1 секундта 10 000 задача орындай алады қазіргі серверлер. Ең қолжетімді. Мысалы, әрі кетсе бір енді қымбат, біреуге арзан, біреуге қымбат, но өзінің бағасында кезіндегі бағаға қарағанда қазір арзан. 1 секундта 10 000 задача деген ол 10 000 адамның бір уақытта кнопкасы ғой, Құран оқуы былай келгенде. Значит, бір секундтың ішінде 10 000 адамға Құран оқуға мүмкіншілік бере алса, ол біз үшін жетістік болды да. Онда неге істемеске деп ойладық қой. Бізге 10 000 адам керек емес, бізге 604 адам керек та. Бір уақытта Құран бастау үшін. Сол кезде ол сервер көтере алу керек. 604 адам бір уақытта бүйтіп кнопка басқан кезде сервер 10 000 задачаны орындайтын сервер 604-ті оған күшім немес оған. Дым емес. Ол алады да 5 минутта барлық бір уақытта бастайды, бір уақытта аяқтайды. Бір Құран хатым етіледі. Бір жерде адамдар бірігіп отырып онлайн отырады. Ана оқылмаған бетті өзі береді ғой. Оқылмаған бетті өзі түсініп отырады ғой, бәрін. Доли секундта түсінеді бәрін. Осы нәрсені көрдік та, бізге мынау керек екен дедік та. Давай онда осылай жасайық. Негізінде басында адамдарға таңдатамыз ба деген ой болған. Бірақ бұның мынадайына мүмкіншілігін көргеннен кейін жоқ, таңдатпаймыз. Құранның әр беті қадірлі. Мысалы, кейде бір кісілер айтады ғой, Инстаграмда саған Құран оқылып отырған, не істесе тыңда, мүмкін саған айтылып жатқан насихат шығар ол деген шейхтардың сөздері бар ғой. Міне осы да саған қай бет келіп жатыр, мен кейде өзім ашып оқимын ғой. Ана жерде андай ғой. Мынау маған айтылып жатыр дейсің. Мынау тура маған айтылып жатыр. Өйткені кішкене Нұрмара оқыған пайдасы, түсінесің да жалпы мағынасын. Енді тәпсірін бір нәрсесін түсінбесең де, мынау туралы екен ғой дейсің да. Сен ана аят түсіну арқылы сол беттің нәрсесін түсінесің ғой, сол кезде мынау маған ғой мынау дейсің да. Сол кезде басқа адамдар мен басқа өзім жетістікке жеткеннен гөрі біреулермен бірігіп бірге жетуге тырысып мүмкіншілікті алғаным андай қуаныш сыйлайды да. Өйткені неге бірақ дандайсып кетуден Құдай сақтасын, бірақ біреуге себепкер болу деген, солардың себепкер болуған өзіне пайдасын көру андай ләззат сыйлайды бәрібір. Машалла, әдемі. Ұстаз, енді осы тұрғыда сізге Құранға қатысты. Жалпы Құранды тұрақты оқудың бізге пайдасын айтып берсеңіз. Хатым деген сияқты әңгімелер айтып отырмыз ғой. Сол жайында сіз діни тұрғыдан бізге айтып берсеңіз. Құран оқудың тұрақты түрде пайдасы. Бір ғалымға сұрақ қояды ғой.
неге Құранда шипа туралы, медицина туралы аят неге жоқ дейді ғой. Сонда ана кісі жауап береді да, өйткені Құранның барлығы шипа дейді да. Субханалла. Ол Құранның бәрі шипа дейді негізінде. Адамның яғни денесіндегі ауруды да емдейді ол, адамның рухани ауруын да емдейді ол. Адамның ішіндегі жүректің ең кеселі ауырмашылығы не? Көре алмаушылық, тілдің ауруы, өсек, ғайбат, көздің зинасы, рухани аурулар ғой бұның барлығы. Одан қалды сенің денеңнің. Жалпы мен мынандай бір не естідім да, енді көбінесе барлығы осы Азияда түскенмен, бұл Құранның барлығы пайғамбарлардың бәрі Европада зерттелді ғой, оны мойындау керек қой. Әрине. Мен мынандай бір зерттеудің нәтижесін неден көрдім. Жалпы бұл Құранның шипа екендігін дәлелдейді. Қандай? Мына махраж деген нәрсе бар ғой Құранда. Әріптің дұрыс шығу, орнымен шығу. Сол махраждарды дұрыс әдемі шығарған кезде, мына Аллах тағала қалай бүйректі не үшін жаратты, қалай жұмыс жасау керек, дәл сол уақытында дәл дұрыс жұмыс жасайды дейді. Құран оқыған кезде дейді. Яғни Германияда кейбір жан аурулармен ауыратын, яғни психикалық больница, ауруханаларда осы Құран оқу арқылы емдеген деген зерттеулер бар. Оларда зерттеулер жүргізген. Ең саған аз болған несі осы. Енді қияметте енді субханаллаху тағала пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтады, ертең сен Бақара мен Али Имран сүресін кімде-кім үзбей оқып жүрген болса дейді, ол не ал дейді, ертең қиямет күні ол саған екеуі шапағатшы болып келеді дейді. Құранның келіп тұр да сен үшін. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтады, Құранды күніге сен бір сүре оқысаң да, саған айтады, Құранда ертең ол саған қабірде бір шапағатшы болатын, сен үшін келіп, азаппен келіп, сен үшін араша түсетін бір Құран бар, ол табаракал мүлк деп Аллах тағала пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтып жатыр да. Түсінесіз ба? Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтады, ақылы дұрыс деп өзін санайтын адам дейді, күніге жататын кезде Бақара сүресінің 285-286 аяттарын оқып жату керек дейді. Бұл біз бер жағда біздің айтып жатқанымыз. Түсінесіз ба? Ал кімдер аятул курси қалай түскен, періштелер алып түскен дейді, риуаяттарда келеді. Бөлек өз алдына келіп дейді бұл аяттарда. Ал 285-286 аяттар дейтін кәдімгідей Аллах тағаламен пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам миғражға көтерілгенде берді дейді бұл аят дейді. Екі аят әмәна расул деп басталады. Сенің бір минутта, 2 минутта сенің уақытыңды алмайды ол аяттарды оқысаң да. Аллах тағала бізге осындай не беріп жатыр? Ең үлкен нығметін айтайын ба бұл жердегі? Құран оқудағы ең үлкен нығметі бар да. Бұл басқа кітаптарда жоқ. Олай айтам, бұл басқа кітаптарда жоқ. Ол тек қана Құранда ғана бар. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам имам Термизи рахимахуллах рахматан уасиға жіберіп жатқан хадисте, риуаят етіп жатқан хадисте айтып жатыр. Кімде-кім Құрандан аят оқитын болса, әр әріпке 10 сауап деді. Бұл бірінші ерекшелігі. Екінші ерекшелігі қатты ұнайды осы маған. Мен әлиф ләмде бір әріпті айтпаймын. Әлиф бір әріп, ләм бір әріп, мим бір әріп дейді. Ғалымдар қандай түсіндірме шығады білесің ба? Қалай интерпретация жасайды? Масқара ғой. Яғни кімде-кім бұл Құранды түсінбей оқыса да сауап алады деп жатыр ғой. Әлиф ләмді айтқан үшін. Иә. Ешкім түсінбейді ғой. Ешкім түсінбейді оның мағынасын Алладан басқа. Енді жорамал деп айтып жатқан адамдар бар ғой, ғуруфул мұқаттаға жеке-жеке өзіне алда келген. Бірақ дәл осындай мағына береді деп 100% ешкім айтпаған. Мағынасын Алладан басқа ешкім білмейді. Түсінікті ма? Осыған сен өзінен сауап алып жатқан болсаң, онда алхамдулилlah. Мен айтамын ғой да, дәйімді ең бірінші рет қолданып жүргенде, осы жерде айтып кетейін. Бір күні Нұрдәулет мешітіне шам намазына бардым. Сонымен барып қарасам, 3-4 қатарда отырып қалыппын. Шам намаздан где-то бір 20 минуттай ма уақыт бар, 15 минуттай уақыт бар. Сосын 4-5 адамның үстінен аттап өту керекті қаламадым да, сосын телефон шығып жатсам дәйім тұр екен. Енді қолданбағанмын ғой сол уақытқа дейін. Аштым да оқыдым да бір бетті берді. Мен айттым, маған неге зорлап жатыр ма? Мен негізі басқа бетті оқығым келген. Қош дедім, енді түсініп жатырмын ғой, Бексұлтан айтқан. Соны алдым да оқыдым. Оқып болғаннан кейін әріптің санын есептеп, саған осынша сауап алдым дегенде денем тітіркеніп кетті ғой. Субханалла. Сонда адам ойладым да нәтижені жақсы көреді ғой адам. Сонда мен бір бетті оқыдым. Қай сүре екенін, қай аят екенін есімде жоқ. Бір бетті оқыдым. Әріптер саны осындай деді да, оны 10-ға көбейтіп жіберді, 50 мың ба, 100 мың ба бірдеңе сауап деп шығарып берді ғой. 5 мың. 5 мың сауап деп. Иә. 5 мың сауап деп шығарып берді ғой ана жерде. Түсінесіз ба?
яғни Аллах тағала бізге сондай мүмкіндіктерді беріп тұр ғой. Аяттарды оқысаң тек жай ғана сенің өзі сауап алып жатсың да. Түсінесіз ба? Жаңағы тісің жу деген сияқты 10 жыл осыңды жаңағы не істесең, қайрасаң өзіңді, сен күнде автоматты түрде тұрып, күніне 1 бет, 2 бет оқитындай дәрежеге жетсең, онда сен альхамдулилля бұны үлкен тұрақтылыққа жеттің да. Бұл бір. Екіншіден, кімдер Құран оқитын адамға не жоламайды, білесіз ба, жын жоламайды. Қазіргі таңдағы бұл осы қоғамдағы ең үлкен қасіреттердің бірі. Оны біз жай адамдар байқамаймыз, оны имамдар біледі. Адамдардың арасында жынмен ауыратындардың көптігі. Өткені көре алмайтын адамдар бар қазір. Үй алып жатсың, жаңағы Инстаграмда, ТикТокта көріп жатырмыз ғой, үйіне ине тастап кетеді, сиқыр жасап кетеді, не жасап кетеді. Бірақ ол кімге жүрмейді? Құран оқитын адамға жүрмейді ешқашанда. Алланың уәдесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уәдесі бар өткен. Түсінесіз ба? Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Кім үйінде әрдайым Бақара сүресі оқылып тұрса депті, оған ешқашанда жын шайтандар жоламайды деген ол дейді. Әрбір Құранның өзінің шоқтығы бар, оты бар. Құранның шоқтығы мен оты ол Бақара деген. Түсінесіз ба? Бір Бақара сүремен сіз қаншама адамдардың шеше алмай жүрген шаруасын тек бір Бақараны оқумен шешесің сен. Ойлашы. Түсінесіз ба? Яғни қазіргі мен адамдар айтып жатырмын ғой, жігіттер Құранға түсу керек, Құранмен неге жазам? Жаңағы кей өзі статусыма жазамын, клевать ететін адамдар болады менің статусыма кәдімгідей. Өздері томпай тағалады кәдімгідей ше. Дәлсе ма? Дәлсе Құран туралы жазамын. Мен айтамын, бейшаралар 80 күн қалды, 75 күн қалды Құранға, Рамазанға. Былтыр Құранға түсемін деп едің ғой, сен әлі жүрсің ғой деп ше. Сен неге Құранға түспедің ба не деген әлі деген ше. Енді мысалға мен айтамын адамдарға, кәдімгідей айтамын, сен Құранға түспедің ба? 10 жыл намаз оқитын адамдар бар. Құранға түспеген. Мен айтамын, сенің имаңда проблема бар. Сен бір жеріңде проблема бар, сен тексерту керек, сені оқыту керек сені деп ше. Неге дейді да? Мен айтамын, сен қалай Алланың алдынан шығып, сен кириллицамен Құран оқисың? Өзіңе қанағат тұтасың. Соны қалай өзге қанағат тұтасың, ойлашы. Шығасың да альхамдулиллахи раббил аламин деген әріптерді сен бытшын шығарып қалай оқисың деймін да. Баяда бір үйде тұрдым. Жарлар жұқа ғой. Бір ата Құран оқиды ғой. Жар тебем ғой мен ше. Қойшы деп ше. Анау қазақша оқиды ғой Құранды ше. Миым ауырады ғой кәдімгі анау айындар шығып жатады. Енді мен де мақаражым мықты деп айтпаймын енді. Қарилар сияқты енді альхамдулилля. Бірақ біреудің қатесін көремін деп қойды. Иә, бірақ енді анау теді мен анда жар тебем ғой, қойшы деген сияқты болып жаңа ше. Түсінесіз ба? Сондықтан адам Құранды оқыса, альхамдулилля, Аллах тағала оған нұр береді жүрегіне. Ал адамның жүрегіндегі нұры саған көрінбейді, маған көрінбейді, ол періштелерге көрінеді. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтып жатыр. Әрдайым Құран оқылып тұратын үйлер, аспандағы жұлдыздар жерге қалай жарқырайтын болса, жердегі Құран оқитын үйлер аспандағыларға дәл солай жарқырап тұрады дейді. Жын жоламайды деген содан ғой. Ана иманның нұры ғой ол дейді. Құранның нұрына олар жанып кетеді, жолай алмайды оған. Қорқады. Қазіргі ана жерге жалындап от жанып жатса жолай алмайсың ғой сен қасына. Сол сияқты. Түсіндің ба? Я сиқыр жоламайды, я жын шайтанның әсері жоламайды. Одан кейін күнә деген нәрсе бар ғой бізде. Алла тағала күнәні кешіреді ғой, солай ма? Бірақ адамды әсері қалады ғой. Әсері? Әсері қалады. Түсінсіз ба? Кейбір кезде кітаптарды оқып отырсаң, күнәні де кешіреді, бұл мынандай амал күнәні де жояды, оның әсерін де жояды, адамда әсері де қалады. Құран оның әсерін де емдейді, жараның орнын жазады деген сөз ғой. Яғни сенің денеңе құдды бір жара, шырам, тыртық қалмайтындай қылып, сенің жан дүниеңді солай емдейді деген сөз де бұл Құран. Қазір енді кейбір хадистер, енді бұл хадистің үстінде әңгіме бар, дегенмен пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан сұрайды, енді фадаил амалда қолдануға болады бұл хадисті, мүнкар хадис емес, мауду хадис емес. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сұрайды Жибрил алейхиссалам, мен Раббыма жолыққаннан кейін, яғни мен Раббыма қайтқаннан кейін, мен қайтыс болғаннан кейін сен жер бетінен түсесің бе? Енді уақит тасиды ғой жер бетіне. Мен 10 рет түсемін дейді. Сонда не алып кетесің дейді? Бірінші тума-туыстық қарындас алып кетемін, адамдан мейірімділік алып кетемін, ілімді алып кетемін, ана соңында не қалады дейді? Құран қалады дейді. Қазір ең біздің жабысатын нәрсеміз осы болып тұр ғой. Түсінесіз ба? Сондықтан адам, мұсылман адам Құраннан ажырамаса, яғни ешқашанда ол Аллах тағала оны жамандыққа душар етпейді.
өйткені ибн Аббас радиаллаху анхума, бұл кісі сондай бір кісі, таржаматул Құран, ол кісінің бір сөзінде айтады ғой, мен Құранның қай әрпі қай жерде түскенін, не үшін түскенін, кім үшін түскенін мен айта аламын дейді да. Сонда ол кісі айтады, сен өзіңнің Раббыңның саған қандай қарым қатынаста екенін білгің келсе дейді, сен өзіңнің Құранға деген қарым қатынасың қандай екенін қара дейді. Түсінікті ма? Яғни сен күніге бір пара оқымай қой, күніге жаңағы 20 бет оқымай қой, бірақ күніге сен тек қана әрбір намаз сайын бір беттен оқып отыршы. 3 минут қой. Бір беттен, яғни дәйім қосымшасын ашасың, оған бір дәретті болудың да қажеті жоқ та. Сонысы ма? Сен машинада телеуатқа дәрет керек емес. Иә, телеуатқа дәрет керек емес ана жерде. Вот неткен мұсқап емес қой енді. Ол телефон мұсқап емес. Кейбір ұстаздар айтып жатқан көрінеді енді, аллах алим, мен оны өз көзіммен оқыған жоқпын ол фатуаны. Мына Құранның не істеп тұрған жерін ұстауға болмайды деп айтты дейді. Аллах алим енді. Бірақ кез келген жерде күтіп отырасың. Супермаркетке кіріп кетті әйелің, болмаса сен жаңағыдай мен сияқты ситуацияға тап болдың, мешітте автобуста отырасың, тамақ күтіп отырасың, пробкада қалып қойдың, алдыңда не істедің, бір бет Құран оқып жібердің да, жауып қойдың да, болды. Түсінікті ма? Мына жерде нәрсе айтқым келеді. Көп деген нәрсені айтып жатырық біз бағана, біз негізі көптен азға түсіп жатырық қой. Салауат туралы кітапта мынандай бір әңгіме оқыдық. Салауаттың көбінің ең аз мөлшері қандай дейді? Көбінің азы. Көбінің шегі да. Қай жерде қай санға келгенде көп деп басталады. Соның аз мөлшері, минимализмі. 300 дейді. Абу Талиб әл-Макки рахимахулла, бұл алғашқы тасауфты қалыптастырған, жүрек ілімдерін қалыптастырған алғашқы ғалымдар. Бірақ Ибн Хаджар әл-Хайтами рахимахулла рахматан уасиа мынандай керемет нәрсені айтады. Көптік деген қандай дегенде, сен сол ғибадатқа уақытыңды қаншалықты арнайсың, көп деген сол дейді. Қаншалықты айтасың емес, Қызым, саған қара, таң атпай тұрдың да, 20 бетті бір оқып тұрсың да, күн жаққа боссың да. Бірақ сен 20 бет үшін мына уақыттардан сен арнай алдың ба соны? Түсіндің ба? Болмаса дейді, жаңа салауат туралы айтып жатыр. Дәл, айны. Айтып жатыр. Болмаса көп деген нәрсеге қашан жетесің дегенде, сен адамдардың арасында көп салауат айтады деп танылуың керексің дейді, болмаса дейді. Сонда көп деген норманы орындаған болдың дейді сен дейді. Түсінікті ма? Әрине бұл нәрсе қиын да, бірақ сен Құранға деген таң атпай тұрып 20 бет оқып тастау дегенде ол да ерлік мен үшін, альхамдулилля, ол кез келген адам оқи алмауы мүмкін. Бірақ сен Құранға Алла Тағала саған берген 24 сағаттың ішінде қанша уақытта сен мынаған арнадың, болмаса сен Құранға қанша арнадың, осы да мәселе. Болмаса сен ниетіңмен оқып тастаған болуы мүмкінсің, бір құтылып тастайыншы 20 беттен. Болды дедім да, қалған 24 сағат сен лағып жүруің мүмкін да, Аллах алим. Сондықтан осындай нәрсені адам ойланып көру керек сияқты меніңше, Аллах алим, Алла Тағала жақсырақ болушы. Альхамдулилля. Енді осы дайым қосымшасы, Аллаға шүкір, сіз айтып жатсыз ғой, дайым қосымшасы қазір енді шынымен ешқандай сылтау жоқ қой адамдарда. Осыны жасаймыз. Аллаға шүкір, қазір дайым сияқты қосымшалар ашылды. Сол енді қосымшада жаңағы хатым жүйесі бар, күнделікті хатым жүйесі деген секілді. Соны сіз түсіндіріп айтып берсеңіз, ол хатым жүйесі қалай жүреді жалпы? Және адамдарды күнделікті 1-2 бет оқу үшін қандай механизмдер бар қызықтыратын адамды мысалы? Сұрақ күшті қояды екенсің. Ана айтып отыр ғой, жаңағы Құран туралы айтқан кезде, мысалы өзіміз білеміз ғой, Құран тек қана дәреже көтергеннен басқа қызметі жоқ та оның. Ол сүйкенген, жұққан нәрсесінің дәрежесін көтеріп тастайды. Болды, тисе болды саған, дәрежеңді көтереді. Неге тиеді, соның дәрежесін көтереді. Неге қатысты, соның дәрежесін көтере береді. Соның осыны ең бірінші өзім естіген кезде біз мән бермедік. Сол ғой, Нұрбаракта жүресің, мән бермейсің. Сыртқа шығасың, мынау деген не деген нәрселердің қасында жүрдік. Сол кезде жаңағыдай ғой, Құран үмметке келді. Осы үммет таңдалды Құран үшін. Үмметтердің абзалы болды. Сол үмметке жеткізу үшін неге Жебірейіл алейхиссалам ортада Құранды түсіруге таңдалды, періштелердің абзалы болды. Одан кейінгі пайғамбарымыз, одан кейінгі саллаллаху алейхи вассалам, одан кейінгі барлық нәрсе. Не? Жәннатқа кіресің, жәннатқа кіргізетін иманың дәрежеңді көтеретін тағы Құран. Неге кіресің? Қабірге кіресің, нұрландырады, тағы Құран.
сен қараңғы қабіріңді нұрландыратын Құран. Бүткіл нәрседе Құран. Сол кезде ойлап отырмын, біздің мақсатымыз жаңағы Құраннан алыс адамдарды Құранға жақындату болды да. Құранда жүрген, мұсхаф оқып жүрген адамдарды емес, Құраннан алыс, телефонмен өзін алдап жүр. Давай телефонын алып келейік. Осы приложение телефон алып келейік. Қалай білеміз деп ойландық, бүйттік. Бір беттен оқытамыз, өзіне таңдатамыз ба деген сияқты. Давай өзіне таңдатпайық. Бәрібір Құран оқып жүрген жоқ қой ол адам. Берейік бір бетті. Алдық та оған науға түссін. Науға түссін да өзіне насихат алсын, егер түсінсе, түсінбесе, негізі маған солай келді, маған насихат алайын деген. Сосын ол тұрақты оқиды, біз тұрақтылыққа шақырып отырық қой. Тұрақты оқиды. Қалай оны ары қарай оқу үшін ынталандырамыз дегенде, біз оқыған бетін исключать етіп отырдық. Сондай не қойып қойдық. Мысалы, сіз қашан келіп қай бетті оқысаңыз да, сіздің тарихыңызға жазылып отырады, исключать етіліп беттеріңіз. Сіз үнемі 604 рет Құран оқысаңыз, дайынмен бірге толық өзіңіз бір цикл бітіресіз. Оны мүмкін бір айда істеп тұрсыз, мүмкін бір жылда істерсіз. Ол Құран приложение сақтап отырады өзіне памятіне. Осылай жасадық, сосын адамдарға бүйтіп айтып жүрдік. Оқышыш деп. Жан-жағымдағы адамдарға айттым бірінші. Жаңағы Каздев дейді ғой, бірінші жасадым. Не ол, не істеп жатыр? Сосын біз түсіндік, біз стимуляция жасай алмай жатыр, жігерлендіре алмай жатыр адамды. Жетіспейді. Онсыз да Құраннан алыс жүр адам. Жан-жағымызға қараймыз, бетеміз, не берсек болады? iPhone ойнатамыз ба, ананы ойнатамыз ба, наны береміз ба деп. Дүниелік нәрселерге адамдардың ниетін өзгертіп жібереміз. Қазір ниеті Құран оқу болғанмен, бірақ басқа нәрсеге әдеттендіреміз деп. iPhone-ды ұтып алсам ғой деп. iPhone үшін болып қалды да ниеті. Сосын біреулер айтты, мен бір нәрсе ойнатса мен оқымаймын деген сияқты адамдар шықты. Мен ниетімді өзгертіп аламын. Оны да көрдік. Жақсы. Не істесек болады деп, давай құлшылықтың арты құлшылық болсын дедік. Адам ниет етеді, құлшылыққа ниет етеді, арты тағы құлшылықта. Төртті давай умра тікейік. Алайық да, зато құлшылық ар жағында. Умра үшін баратында құлшылық, мынау да құлшылық та. Сонда екі әдет бір-біріне немес, қарама қайшы емес. Просто әдеттендіріп алсақ, мүмкін болашақта керек болмас бір аудиторияны. Біз ойладық, 1000 адамды қайтеу Құран оқытсақ деп басында ойладық да. Осыны Рамазанда басталған кезінде біз бірінші Рамазан басталған кезде Бауыржан Әлиевна арнап оқимыз дедік. Әр хатымда сосын біз аудитория таныссын деп, осы жерімізге, елімізге, дінімізге пайдасы көп, осы еңбек сіңіріп кеткен адамдарға бағыштаймыз дедік. Ең бірінші пайғамбарымызға бағыштадық. Сосын ол үшін сын естіп қалдық. Абсолютті күнәсіз адамға мұқтаж емес. Сосын ұстаздардан сұрап едік, бағыштауға болмайды деген запрет жоқ. Сондықтан смело деді. Сосын болды дедік. Бағыштап жібердік негізінде. Сосын одан кейін кімге Олжас Ханафин ұстазымызға, өйткені оның өмірі мен үшін өтте бір өзім жаныма өзі дүниеден өтсе де сөзі бізбен бірге маған қатты әсер етеді. Сосын Бауыржан Әлиұлы болды одан кейін алдымызда Абылай хан, Бұхар жырау, елге жерге, мысалы Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев. Сосын біз адамдардан давай сіздер де хатын беріңіздер. Сіздер ғой енді оқып атқан, бір жағынан қолдап атсыздар, бір жағынан оқып атсыздар. Давай сіздердің де нелеріңізді жасайық дедік. Сосын содан кейін алды да адамдар көп беріп кетті. Бір адам 10-20 болмайды дедік. Біз бір-бірден істеп жатық. Давай әр адам хотя ата-анасын беруге істейік, 2 адамнан болсын. Өйткені басқа адамдар да берсін де, қазір сен бүткіл очередь алып қоясың содан кейін. Сөйтіп мотивациясын жаңағыдай алып бердік. 1000 адам келді 1200 Рамазанда. 1200 адам келді. Сосын Құранын тыңдадық біз ол адамдардың. Барлығын. Өйткені біз олардың Құран оқи алатынын растауымыз керек болды. Реально оқи ала ма, оқи алмай ма бұл адамдар? Өтірік оқимын деп жатқан жоқ шығар. Әйтеуір деп. Өйткені сенімді болуымыз керек біздің Құран оқып жатқан адамдар Құран оқи алатындығына. 1200 адамның, мен сізге айтайын, 200-і Нұрмаректің студенті болды. Солар ғана Құран оқи алды. Қалған оқи алам деген адамдардың 85-90%-ына дейін оқи алмайды. Арабша жүргізіп оқи алмайды. Оқи алам деген адамдар мұғалім сәни өткен, тәжвид шала шарп. Мәттері басқа жерде жүрір, өзі басқа жерде жүрір деген сияқты. Кейбір адам оқи алам деген адамның өзі
мен мысалы көп тыңдаған жоқпын, но мен тыңдаған адамдардың өзі ана Құран оқи алмайды ғой деген нәрсе болды да. Сосын біз хотя болмаса тәжвидпен таныс, білет, ежіктеп оқып жатыр, ежіктеп жатыр, бірақ ережелер орында әйтеуір. Сол адамдарды оқи алады дедік. Ал қалғандарын оқи алмайды деп қайтарып жібердік. Көп адам бетін қайтарып жібердік негізінде ше, оқи алмайды деп. Сол кезде ренжіді адамдар. Мен деген осы уақытқа дейін Құран оқи аламын деп ойлап жүрдім ғой деп ше. Или біз қатал болдық па? Негізінде мен жұмсақ болуға тырыстым. Кішкене болса, әріп танитын болса, жүргізіп жатса, істейік, өткізейік, адамдардың несін, желаниесін қайтармайық деп. Но бірақ оқи алмайтынын көрген кезде, осы адамдар неге оқытпасқа деп ойладық та. Үйретейік адамдарды бір жағынан. Сосын біз Құран сататын курстармен істедік. Олардың мақсаты адамдарды Құранға алып келу емес, курс сату екенді көбісінікі. Енді айыптамай қойын, көбісі енді Құранға түсірді ғой, көп адам Құран оқуына себепкер болды. Но бірақ ары қарай олар Құран оқып кетіп жатқан жоқ, көп адамдар. Құранға түскен адамдар ше. Көбісі оқып жатқан жоқ. Байқаймын енді. Кейбірін байқаймын, көремін, қаншалықты результат болып жатыр, аудиторияны қаншалықты зерттеп жатсың Құран оқиды. Сол кезде адамдардың Құранмен алыс екенін көрдік та, давай онда өзіміз оқытайық дедік. Өзіміз оқытамыз, келген адамдарды, қазір курс бар, тегін курс, тегін. Бірақ тегін деген нәрсе біздің қазаққа жақпайды екен да. Оқымайды. Қадірін білмейді. Оқымайды. Сосын платный да қыламаймыз біз оларға. Өйткені платный болса тағы біздің мақсатымыз өзгеріп кетеді да. Сондықтан біз тегін істей береміз, адамдарды үйретуге тырысамыз. Бәрі ағартушылық жолға түстік қой, ағарта береміз. Сол осы хатымды 4 айдан кейін тоқтаттық қой, жаңа умраны. Болды ғой, 4 ай деген біраз уақыт қой, үйренген шығар деп. Бізде 400-500 адамға дейін андай қатысып жүрді адамдар. Тұрақты қатысып жүрді. 400-500 адам тұрақты қатысады бір айда. Бірақ 1000 адам оқиды ғой, бірақ соның тұрақтылықты біз қалай есептедік? Бір айда андай нәрсемен есептедік. Әйелдерге де еркектерге ортақ болсын. Правила. Бір ненің уақытын есептедік. Әйелдердің Құран оқи алмайтын уақытын. Ол максимум 10 күн екен. Максимум 10 күн. Бір айдың ішінде, значит, 10 күн оның пропускысы бар да. Значит, бір айда 20 күн оқыса болды. Екеуіне ортақ болсын. Еркектер жеңілдік алып отыр сол арқылы. Сосын алдық да 20 күн кім оқыса, сол умраға ұтысып барады дедік. Сосын біз 4 ай бойы жасадық. Барлық адам барды умраға. 4 айдан кейін тоқтаттық. Енді адамдар оқымай кетті. Сізге айтайын ба, статистика 50-ге құлады ғой. 50 адам. Сонда тұрақты 50 адам қалды. Сосын біз осы айдан бастап қайтадан қаржының ретін келтірдік та, қайтадан умраға, Рамазанға жақындап қалдық енді. Рамазанға 10.000 адамды бір күнде Құран оқуға деген бір статистика алып. 1500 адам деп едік, ол статистика жетіп қойдық. Енді 10.000 адамды Құран оқытуға деген бір не алып жатырық, өзімізге мақсат. Андай үлкендеу қылып алмасақ, тез жетіп қойып жатырық деп. Еңбектеніп кәдімгідей баратын қылып ше. Сол 10.000 адам біз өзімізге бір не болып тұр, қызық болып тұр. Осы Рамазанда жетеміз бе, жетпейміз бе? Жетеміз деп ойлаймын Рамазан айында. Алдыңғы жылғы жасаған қателіктеріміз жасамауға тырысып жаңағыдай. Сөйтіп жаңағы 10.000 адамға жетсек, бұл жердің тәжірибесімен басқа елдерге де бөлісу керек деген ой келіп жатыр. Но бірақ біз бірінші біздің приложение тек Қазақстанға арналған. Жаңағыдай Қазақстан халқына орыс тілмен қазақ тілі ортақ, бізде 2 тіл бар. Орысшада. Сосын біз қазір адамдарды қызықтыру үшін андай дәрежелер қойып жатырық, не істеп жатырық, жаңағыдай. Өйткені неге Duolingo деген приложение бар ғой, адамдар ешкім Duolingoны бүйтіп жарнамалап атпайды, кіріп кетсең өзі алып кетеді приложение. Сондай жасағымыз келеді. Қазір сол жолдамыз. Өйткені неге тұрақтылыққа үйреткіміз келіп жатыр ғой. Нәтижесін көру керек қой. Тұрақтылыққа үйреткіміз келіп жатыр ғой. Онда сол тұрақтылықтың жолында жақсы не результат көрсеткен нелердің несін алайық, фишкаларын деген сияқты. Дұрыс, әдемі. Құранға пайдаланайық. Құраннан алыс адамдарды Құранға алып келейік былай. Дұрыс. Бүйтіп жинап, өйткені сол басқаша енді тұрақтылыққа жете алмаймыз. Өйткені бақ етіп үйреніп кете алмайды. Дұрыс қой, негізінде мен бұл нәрсеге келсем. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам жамағат намазында қызықтырып айтып жатыр ғой, адамның жеке оқыған намазынан қарағанда 27 есе сауап артығы бар дейді. 27 намаз оққанның сауабын аласың бір жамағатпен бір мәрте оққанда деді. Бұл негізі тарғиб деген мәселе ғой, қызықтыру. Яғни тарғиб фиғи бұл нәрсеге қызықтыру болса, бұл яғни адал жол ма, шариғатпен құпталған ба, оны еш пайдалану ешқандай қатысы жоқ. Мысалға маған бір адам сұрақ қояды да, неге сендер садақа беріңдер деп жатқанда обязательно жәннатпен
жаңағыдай жәннатты айтып тозақты неге айтасыңдар дейді. Мен айтамын, адамның натурасы сол емес пе? Адамның табиғаты, фатраты сол. Не үшін екеуміз не болып жүрік? Өткен екеумізде алатын бір пайда бар. Дүниелік пайда бар, болмаса ақыреттік пайда бар арамызда. Түсінесіз ма? Сен Бексұлтанға неге әкеліп жатырмын ана? Бексұлтанды пайдаланып, мен де ақыретіме сауап алғым келіп жатыр мына жерге әкеліп жатқанда. Әйтпесе бұл жерде менің алталасым бес бересім жоқ бұл жерде. Жерлес болғанымызбен екеуміздің. Мысалға былай қарап жатқанда. Ондай қатты араласпаймыз деп. Иә. Бірақ та адамның тек қана адам табиғаты, фатраты Алла тағала сондай, ол пайда үшін. Пайда. Бәріне не керек? Пайда керек. Ал егер сіздің олай жасап отқаным болса, онда ол керемет, онда келісеміз. Енді ұстаз жаңа Құран жайында айтып беріңіз бізге толықтай. Енді осы тұрғыда сізге үздіксіз садақа жайында сұрағым келеді сізден. Үздіксіз садақа беру жайында айтсаңыз, бұл адамның жалпы несіне қалай әсер етеді, рухани бір баюына? Ең баста намаз оқып бастап жатқан кезде Мақсат дейтін ауылда имам ағамыз бар еді, имам, бас имам болды. Бәрімізге. Иә. Сол кісі уағыз айтатын. 2008 ғой бұл. 2008-де біз намаз оқып бастадық, оны Шалқарда бір-ақ мешіт. Ол жерде оның полы жоқ, несі жоқ, әйтеуір бір мешіт. Сол кезде барған кезде бір мынандай сөз айтты да. Садақа адамға, садақа бергенде садақа көкке көтеріледі, өзімен келе жатқан бәлемен күреседі дейді. Мен оны садақа берген есіммен жібермеймін деп айтты дейді. Садақа. Яғни садақа бұл мутаадди амал да. Мутаадди деген не? Мысалға сен ораза ұстайсың, ол өзіңе. Намаз оқисың өзіңе. Садақа ол саған және өзгеге да. Алдында да подкастта да айттым мен бұны. Бұл ең үлкен пайдасы осы. Бір адамның қоғам болып өмір сүруіне, садақа, бір-біріне жұмсақ болуына, бір-бірімізге мейірімді көмек беруге, бұл адамдардың қоғамды бір ізгілікке салатын ең үлкен бір құрал садақа. Адамдарды біріктіруге оңай бұл жолда. Алхамдулилля. Енді адамға ол садақаның негізгі пайдасы көп. Оның үздіксіз пайдасы мынау деп айтып жаңа оны қысқарта алмаймыз. Бірақ бұл Алланың жолында инфақ ету деген нәрсе ол әркімнің қолынан келе бермейді. Бұл Аллах тағала қалаған өзінің сүйген құлдарына нәсіп етеді. Әйтпесе 1 миллионға 2 миллионға ужин ішетін адамдар бар. Бірақ 70 мың теңге айлық алатындар бар. Аллах тағала сол кісіге нәсіп етеді, сол кісі 5 мың теңгесін шығарып жыртып береді. Бұл үлкен нығмет негізінде. Сондай Аллах тағала сипаттап жатыр. Әллазина юнфиқуна олар қиыншылықта да, таршылықта да, кеңшілікте де олар садақа бере алатындар деп жатыр. Және жаңағыда айтып жатыр, олар біз берген ризықтан олар адамдарға не беретіндер? Инфақ ететіндер деп жатыр. Түсінікті ма? Яғни инфақ ететіндер бұл адам инфақ қылса, яғни инфақ деген жұмсаса, Аллах тағала оның жүрегіндегі нифақтықты, егіздікті алып қояды. Мұнафықтықты, егіздікті алып қояды Аллах тағала. Яғни Аллах тағалаға ең үлкен, Аллах тағала үшін, осы дін үшін болмаса, енді осы дін үшін ғой, болмаса кез келген нәрседе үздіксіз садақа беріп тұрған адам оған ешқашанда бәле жоламайды. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтып отыр ғой, өздерінің ауруларыңды садақамен емдеңдер дейді. Адамдар білмейді, осындай құрал бар екен, осындай нәрсе бар екен, бірақ біз оны мына жағымыздан кей кезде былай өткізіп алып жатамыз. Оны тек басымызға түскеннен кейін ғана барып біліп жатамыз. Бұл біздің ең үлкен кемшілігіміз. Сондықтан дайымға қарайсың, дайымға тіркеп қойсаң, мысалға Freedom болсын, басқа не болсын, күніне 10 теңге салып қойсаң, 3000 теңге салып қоясың, 300 күнге жетеді. Альхамдулилля, 300 күн бойы сен 10 теңгеден садақа беріп тұрдың да. Сонда мынандай мысал келтіргім келді. Bir күні пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға келіп бір кісі шикаят қылады, арызданады. Осман радиаллаху анху, Абдурахман ибн Ауф, Абу Бәкірлердің беріп жатқан садақасын көреді ғой енді. Бізде беретін ондай садақа мүмкіншілік жоқ дейді. Сонда айтады, сіздің ниетпен берген садақаңыз, мына садақаңыз ниет дейді, бұны күшін істейтін, үлкейтетін дейді. Сосын бір амалдар бар дейді, бір адам ниет бар дейді. Мынандай таудай амалды мынандай кішкентай қылып тастайды. Болмаса бір ниет бар, мынандай кішкентай амалды не қылып тастайды, таудай қылады. Өйткені Абу Зар радиаллаху анхуға пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтып отыр, Абу Зар деп жатыр. Абу Зар, ешқандай да сауапты болған амалды кішкентай қылма, кішірейтпе, тіпті бауырыңның бетіне күліп қарау болса да деп жатыр ғой. Болмаса пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтып жатыр, иттақиннар бишаққи тамратин деп жатыр.
Аллах тағала не деп жатыр? Өз өзіңді тозақтың азабынан сақта, құрманың жартысымен болса да деп жатыр ғой. 3000 теңге бере алу бір айда ол нормально, жақсы нәрсе ол нәрсе негізінде. Бірақ күнде да. Күнде. Түсінесіз ба? Сондықтан бұл нәрселерді сен 10 теңге беріп жатырмын ғой деп кішіртпе. 10 теңгені сен ниетпен оны 10 000 теңге қыла аласың. 10 000 теңге беріп жатқан адам сауабын алып жатасың. Бірақ 10 000 теңге беріп жатқан адам оны 10 теңгенің несіне дейін кішіретіп тастауы мүмкін да. Бірақ сенің мына жеріңде барлық нәрсе ниетке байланысты да. Сондықтан адам үздіксіз беріп тұратын болса, ол ертең байып кетеді ғой. 10 теңге емес, ол ертең күніне 10 000 теңге бере алатындай дәрежеге жетеді да. Түсінесіз ба? Беру деген нәрсеге үйренеді адам. Беру деген алып қалу емес, постоянно ала беру емес. Не істеу керек? Беру деген нәрсеге үйренеді. Ең мысалы кез келген жоқта бір мұсылман бауырың болмаса, туысың болмаса, бір жақындарың несі онда мә деп суып беруге Алла тағала соған жәрдемдеседі да. Ана көзіңе ана кішкентай нәрсені әкел дәу қылып көрсететін шайтанның розовый очкиін шештіріп тастайды да сенен, алхамдулилля. Түсінікті ма? Сондықтан бұл садақаның негізгі біз бір бөлігін ғана айттық қой. Бір бөлігін, негізгі оның ас-садақатул бурхан дейді ғой. Ас-салату нур, ас-садақатул бурхан дейді. Бурхан деген не бірінші? Араб тілінде екі сөз бар. Дәлел бар, бурхан бар. Бірақ ғалымдарымыз айтады, дәлел келтіру, мына бурхан дейді, дәлелден қуаттырақ дейді. Екі мағынасы бар, бірақ сен қалай түсіндіресің сен оны? Ас-садақатул бурхан деп жатыр. Садақа, мына сенің жүрегіңдегі иманның бар екеніне бурхан, дәлел деп жатыр. Түсінесің ба? Садақа деген сол дейді міне. Ана аятта да бекерден бекер айтып отқан жоқ, адам өлгеннен кейін қабірге босатшы мені, байбалам салып, мен жіберші мені садақа беріп келейін деп айтып, ол бекерден бекер келтіріп отқан жоқ Алла тағала. Өйткені намаз оқи салу мүмкін адам, бірақ еңбегіңмен тапқан ақшаны мә деп беру ғой, ол ауыр. Сондықтан да бұл садақаның ұғымда, яғни қандай ол қоғам болсын, ол ислам болсын, ол басқа болсын, ол біреуге көмектесу қашанда жоғары деңгейде тұрады бұл нәрсе дейді. Түсінікті ма? Аллаху әлем, Алла тағала жақсырақ білуші иншалла. Аллаға шүкір. Сіз осы жалпы сізге қойып жатқан сұрағымның да несі сол ғой, себебі жалпы бұл дайым апта осындай функция бар. Тұрақты түрде, автоматты түрде адамдардың садақа беруіне жағдай жасалған, алхамдулилля. Соны сізге қойғым келіп отыр осы сұрақты. Осы сұрақты және де осы сіздерде жаңа қосымшада қосымшада мысалы бар ғой, адамдар тұрақты беріп жатыр. Соның нәтижесі жалпы қалай болып жатыр? Мынадай нәрсе. Бағана мен Нұрбарактан мақтанып кеттім ғой, Нұрбаракпен де. Сол қазіргі менің зерттеп жатқан тақырыбым цифрлы діни қайырымдылық феномені. Әлеуметтік дінтанымдық талдау жасаймыз. Сондай ма сізде? Өзі сол өзіңіздің бағыт қой, сол Құдай өзі осы жолда не істеп жатыр ғой, барынша. Енді пайдалы өзімізге де, өзгеге де пайдалы болсақ, әрине бірінші өзімізге, сосын өзгеге. Бірінші өзімізге. Сосын жаңа айтып отырмын ғой, жаңа садақа деген нәрселермен таныстық, жаңа жария садақаны түсінуге тырыстық, өмірімізге кіргізуге тырыстық. Бастаймыз, тастап кетеміз, әр жерде бір нәрсе қыламыз. Сол кезде жаңа бурхан деп жатсыз ғой, жаңа бурхан деген нәрсе, жаңа инфақ деп айтып отырсыз. Сол кезде мен Төлеген ұстаздың ана сөзі маған өте қатты өтті, мен оны айтуым керек болды. Жаңа айтып отыр ғой, араб тілінде бір қағида бар дейді. Бір сөзден екі түрлі мағына шығатын болса, антонимді, бір сөзден екі түрлі мағынада антонимді, бір-біріне қарсы шығатын болса, онда біреуі дерт, біреуі шифа деген. Сол егер нәпақа деген сөзден біреу инфақ шығады, біреу нифақ шығады да. Сол біреуі дерт, біреуі шипа да. Онда нифақтықтың емі инфақта бөліп беру. Сол кезде пайғамбарымыз ана хандақта ма көп болса инфақ туралы көп уағыздайды ғой жаңағыдай. Сол кезде сахабалар сұрайды ғой, парыз болып кетпес пе екен деп садақа деген нәрсе бізге. Сонда не үшін көп айттыңыз дегенде, ана жерде мұнафықтар тұрды, солар беріп нифақтығынан құтылып кете ма деп. Сол кезде айтам ғой, мен шынымен де адамдар өтірік айтқысы келмесе, біреудің аманатын байқамай қиянат жасап қоятын адамдар ғой, өзі істегісі келмейді, но бірақ істеп қояды да. Сөйлесе өтірік айтып қояды, өтірік айтқысы келмесе де ана уже әдет болып кеткен да, уже организміне сіңіп кеткен. Сосын
жаңа сөйлесе өтірік айтады, жаңа уәде берсе орындамайды. Айтамын да, аманатқа қиянат қылады. Садақа беру керек мына адамдарға. Садам да, бірақ садақа беру да оңай шаруа емес та. Жаңа біз айтамыз ғой, садақа бересің, болды, 10 есе болады, ол 10 еседен 300 есе болып кетеді. Мен осы темамен өзіме айналысып жүрген кезде Нұрбарак ең бірінші жаңа 100 теңге деген нәрсені 2019 жылы новый корпусын салып бастады ғой. Сол кезде өйтіп Оралхан ұстаз уағызбен шыққан. 100 теңге болса да бер деп. Мен ол кезде мен өзімнің ондай дертім бар екенін білмеппін да. Садақаны асыну деген мұнафықтардың сипаты. Өйткені ешқашан айтып отыр ғой, азайтпау құнын. Мен 1000 теңге бермесе, ол садақа емес деп есептегенмін өзіме. Сол уақытқа дейін. Бір садақа бір нәрсе бергім келсе, кемі 1000 теңге беруім керек деген. Сосын 1000 теңге болмаса, мен садақа бермеймін деген бір нәрсе болды да өзімде. Сосын ана жерде адам 100 теңге сұрап жатыр да. 100 теңге болса да беріп, өзің ақыретіңе істеп қал, азық жина деп жатыр да. Айтып отырмын, адам өзі айтып жатыр дедім да. Бірақ 1000 теңге аударып жібердім. Сосын ойланам, неге осы 1000 теңгені 100 теңгеден 10-ға бөліп, 10 сауап, 10 амал қылмаймын өзіме. 1000 теңге берсем бір амал, 100 теңгеден 10 рет берсем 10 амал ғой. Ол жерде количество ғой маңызды. Ақшаның цифрында емес. Кейін барып Алла сондай қылды. Мен осы неде жүрген кезде ана Каспийге адамдар бүгін самса жемей ақ қойдым деп аударып жібереді, Инстаграмға жазып жібереді. Бүгін самса жемей ақ қойдым дейді. Сол кезде андай болады. Кейде андай ғой, енді құрылыс болып жатырғаннан кейін андай тез бітсе екен, көбірек ақша. Мен сол кезде андай, ана адамдар негізі құтқарып жатырған құрылысты. Сендер ойламаңдар, байлардың ақшасы деп. Жоқ, наоборот. Олар қолындағы барын беріп отыр. Байлар олар. О 100 миллионна миллион берген шығар. Олар неде количествода 100-ден бірін ғана беріп отыр. Ал мынау 100-ден 100 беріп отыр. Қолындағы бар сол 200 теңге. Самса жемей ақ қойдым деп отыр. Қалған 80 теңгесін проездге жұмсайды ол. Жегендей болдым деп. Сонда негізінде мыналар негізінде осы кісілердің несінде деп жатырмын да, бұл құрылыс солай бітеді. Басқаша андай егер байларды әкелетін болса, қайда ол байлар? Келіп шашып бітіріп тастамай ма? Бірақ Құдай олардың жүрегін олай ашып жатқан жоқ та. Мүмкін басқа жерге жұмсап жатқан шығар, но бірақ ілім деген нәрсеге жұмсау ол бөлек уровеньде ол деген. Оның уровені бөлек. Бірақ оған мүмкіншілік бермейді деймін да, Құдай олай ол нағымет. Қайда ол? Ол нағымет. Сол кезде өзіме асынам да, давай Бексұлтан осын бөліп беріп көрейік. Берем, бит бөліп беріп көресің да, сол беріп көріп жүрген кезде мен адай өзіме не қойдым. Осы Абу Ханифа рахимахулланың оқиғасы маған үлкен сабақ болды. Давай Бексұлтан, 40 күн бойы өзіміз істемесек, ешкімге айтпаймыз. Садақа берші деп айтпаймыз. Өзім бір амал жасап бастасам, біреуге айтатын жаман әдетім бар екен да. Сосын ол қалады. Баяғыда бір күнде бір бет жаттайтын уақытқа жеттім да. Сөйтсем де қасымдағы бауырым айтамын ғой, осындай болып жатыр, мен бір бет жаттап алдым деп. Уже бір апта болды істеп жүргеніме. Бекер айттың деді ғой, бекер. Оның алдында маған ешкім өйтіп айтпаған, бүйтіп айтпа деп ше. Сол кезде айтты. Бір бетті күліп бір жол жаттау дегеннен айырылып қалдым ғой кейін. Қайтып келу да оңай шаруа емес. Сонда датауы қиын болды ғой жаттау. Сонда бір бет жаттағанымда андай қылып қалдым ба? Бір бет жаттап алдым деп. Сонда бекер айттым деген кезде түсіндім. Біреуге айтқан кезде кірбің кіреді ғой, кіттай мақтаныш кіріп кетеді. Өзіңді сезбей қаласың. Өзіңе бір ғажаптану дейсіз. Білмей қаласың өзің оны. Сол күні сен сонымен сыналасың. Осы нәрсені, давай осындай нәрсе болмасын. 40 күн бойы өзім істемейінше дейін біреуге садақа беріп уағыздамаймыз да даже. Мен істеп жатырмын деп айтпай қояйын. Уағыздамаймыз да. Сөйтіп айтам да, бірінші күні берем. Беріп көрем. Бексұл молодец, бере алады екенсің ғой деймін да. Давай осыны 7 күн қайталап көрейік. Екінші күні беріп көрем. Болады екен да, 7 күн істеп көрдім. Сосын айтам, давай 40 күнде норма. Енді нәпсімен мәміле деген. Енді естіп алған нәрсенің бәріне амал ету керек енді. Білмеймін, бір нәрсе қылу керек. Адам болып кету керек тездетіп. Әйтпесе болмайды. Жүре беруге де болмайды да, жаңағыдай созылып. Сосын аламын да, беріп көрейік деп жатырмын. Беріп көріп, бір апта болды. 15-ші күнге келгенде ұмытып кеттім бір. Сосын бір ұмытқан кезде 23 па 27-ші күнге ұмыттым. Бір ұмытқан кезде 38-ші күнде ұмыттым. Примерно. Ең обидный осы болды. 2 күн қалды ғой. 40 күн деп есептей берсем бола ма екен дедім өзіме.
бюстан істейсің өз өзіңді алдап, давай 40 күн жасап көрейік дедім. Айтайын ба, 40 күн болған кезде неше күн болды деп ойлайсың, неше күн өтті деп ойлайсың өзің примерно. Сонда бір бермей қалсаңыз новойдан бастаймын қайтадан. Есеп өзімізді алдамаймыз. 180 күннен кейін бар 40 күн болды ғой. Үздіксіз. 100 теңгеден күнде өзіме берем деп. 180 күн болған күні біреуге бар айттым осылай. Енді давай садақа жаса. 6 ай. Сол кезде өзіме айтамын, Бексұлтан, сен осыдан 180 күн бұрын, 6 ай бұрын 18.000 теңгені бере алар ма едің садақа қылып? Бере алмас едім. Өзім мойындап тұрмын, бере алмайтынымды. Өйткені мен 18.000 теңге біраз шаруам шешеді. Стипендиямның 3-тен 1-і. Сол жоқ, бере алмайтын едім мен, өйткені ананы аламын, мынаны аламын. Сосын бірақ 100 теңгеден бере алдыңыз. 100 теңгеден бере алдым. Сосын басқаларға айтамын ғой, давай осындай методика бар. Негізі ол методика басқаларында да бар ғой. Мысалы, Абдурахман ибн Ауф 10 динар садақа беруге күнде қалай жетті? Кім? Омар радиаллаху анху дүниесінің жартысын беруге қалай жетті? Абу Бәкір радиаллаху анху дүниесінің барын беруге қалай жетті? Олар барды да бақ етті де бере салған жоқ. Олар осындай жолдан өтті. Олар кішкентай дүниесінің бір бөлігін беріп көрді. Көбейтті, беріп көрді. Дәрежесі сол, жаңа дүниенің 3-тен 1-і, дүниесінің бәрін беріп жіберді деген біздің басымызға бір болмайтын бір нәрсе айтып жатыр мынау деген, әлі күнге дейін сондай да. Бірақ ол болмайтын нәрсе емес, просто сен ол жолдан өтпедің. Ол болатын нәрсе, просто сен оның жолынан өтуің керек. Сен 100-ден 1-ін беріп көруің керек, 99-дан 1-ін беріп көруің керек. Сөйтіп 10-нан 1-ге жетуің керек. Қиналуың керек әрбір 10-нан 1-іне. Анау қиналсаң, мына жерін жыртып бересің да. Бірақ бір проблемасы бар да бұның. Өзіңді тәрбиелеп алып көтермесең, келесі жолы бересің ғой. Аз беріп қалсаң, мына жақта проблема басталады. Сен қанағаттанбайсың азға. Тәрбиеленбеген яқ. Сен өткенде сенде не басталады? Асыну басталады да. Сен әрбір уровеньге келгенде сол уровеньге тәрбиеленуің керек та. Сен дүниеңнің барын беру үшін мына жерің ауырмау керек та. Шамалдайың ауырады ол сен бәрі беріп жүргеннен кейін. Бекер бердім, ана проблемаң еске түседі, мына проблема. Сосын болды ол құны құлайды да. Ол мына жер тәрбиеленбегендіктен да. Сен 100-ден 1-іне бергенде қинала ма? Қиналмайды. Сөйтіп уровеньді өсіруің керек та солай. Олай өсірмей садақа беретін болсаң, просто маркетингтің құрбаны боласың да. Мынау бүйтіп жатыр деп беріп жібересің да. Сосын анау біреу алдап атқанын көресің да. Сосын тұрасың да, өкінесің. Ал омарлар не деді? Алла разылығы үшін алдануға дайынмын деді ғой. Олар дайын еді да, ол жүректер. Олар анау үшін беріп жатырған жоқ еді. Ол ортадағы себеп қана ғой, бұл себеп проблемасын айтуы. Сен Құдай үшін беруді үйрену керек та ол үшін. Ал қазіргі таңдағы көріп жатқан кезде мен қарным ашады, қаншама садақалар беріліп жатыр. Сауаптар қайқа кетіп жатыр екен деймін да. Өткенде өкініп қалып жатыр да. Қасымдағы бауырларым өкініп қалып жатыр да. Анау алдап жатыр ғой деймін. Сен басында кімге бердің деймін да. Кімге бердің сен басында? Оған бермеші, сен Құдайға бершеші. Болды. Болды. Сен Құдаймен, сен оған беріп. Сен оған беріп, одан отчет алсаң, значит, бір жаққа сұрап жатырғанын ал, значит, сен қарызға бердің, сен садақа берген жоқсың. Садақаның бірінші шарты, екінші шарты тәмлик болу. Сенің иелігінен оның иелігіне өту. Сен біреуге иелігіне зат беріп қоясың да, қалай жұмсап жатсың деп айту деген ақылға сенбейді ғой өзі деген, ақылға келмейтін нәрсе. Ана бірден айтқым келеді. Осы 30-шы парада бір аят бар ғой, біз Алла Тағала жолына садақа беретін болсақ, біз оның қарымтасын сұрамаймыз деген. Сонда Ибн Таймия рахмахулла рахматан уасиға мынандай бір әңгіме айтады. Кімде-кім бір садақа беріп дейді, садақа маған дұға алып қойшы десе, ол болды, бұл аяттың астына кірмейді дейді. Қарымтасын сұрап жатсың дейді. Ол сен бір жасайтын қателік қой, сен садақа бересің біреуге, бауыр маған дұға қылып қойшы дегенің болды, сен соның қарымтасын сұрап жатсың дейді. Болды, сен бұл аяттың астына кірмейсің дейді. Сұрамай беру деген нәрсені да, сол қарызға беретін адамдармен сол 10 теңге берсең де қарызға бермеш. Сосын біз осы приложениені жасайтын кезде біз алдық да Құран приложение жасағымыз келіп отыр, меценаттарға бардық, біраз меценатқа бардық. Бүйтіп бардық, былай бардық. Барлығы керемет Құран күшті, керек бізге дейді. Сол сөзбен қалып кетіп отыр ғой. Енді реализация қазір енді приложение деген өзі сондай бір қымбат дүние кішкене жасау үшін. Өйткені рынок қымбат та, мамандар қымбат. Жасайық енді идея күшті болса деп. Сосын енді түсіндім мен примерно бір 10 адамның алдынан өткеннен кейін түсіндім да. Енді 100 адамның алдынан өтпеген үшін кешірім сұраймын, но бірақ мен ойладым да. Біз деген
азаздан жасау дегенді не істеп жатқан жоқпыз ба өзіміз? Давай бір аудиториямыз бар еді, соған 8.000 адамға звондадық. Енді 10 адам меценат еді. Айттым, налар тұра. Құдай бұларға мүмкіндік бермей тұр. Деп өзінде алдап айтып отырмын да, шынымен ғой, шынымен да. Ешкім былай келгенде негізі түсініп тұр, ол жақсы не, бірақ бөліп бере алмай жатыр енді. Қайтемін енді, мен оларды кінәлай алмаймын. 8.000 адамға звондадық. 8.000 адамға қаншасы қолдады деп ойлайсыз? 2.000. Машалла. 2.000 адам сөзімізге сенді. Айттық, шынымен Құран деген приложение жасауымыз келіп жатыр осындай, ішінде осындай функциялар болады. 100 теңгеден қолдайсың ба бізді? 2.000 адам сенді. Сол адамдар қазір осы күнде, айтайын ба мен сізге, 50 рет хатым жасалды. 50 хатым деген 3.000 бет, жоқ. 30.000 бет. 30.000 бет. 30.000 бет. 30.000 бет, әр бетте 500-ге жуық әріп бар. Өзіңіз ойлаңыз. Иә. Ана 100 теңгемен сауап алып жатқан адамдардың әрқайсының үлесі бар. Әрқайсының. Солардың көбірек үлесі бар деп айта аламын да. Еще біз мына кейбірде садақа туралы қоғамда андай не болып жатыр ғой. Қалай? Волна болады ғой. Бірде садақа біреу хейт етсе болды, бәрі садақа бермей қояды. Сосын қайтадан нормально болса қайтадан беріп кетеді. Біздің аудиториямызда сол хейт етіп отқан кезде адамдардың саны былай өседі. Өзіміз түсінбейміз бәше. Біз аудиториямызға күнде айтып отқан жоқпыз, садақа бер, бір нәрсе. Біз басында айттық. Давай осындай жоба жасап жатыр, қолдайсыз ба дедік. Қолдады 100 теңгемен. Сол көп ақша бергендер қолдай алмайды, наоборот. 1000 теңге, 2000 теңге, 5000 теңге беріп қолдай алатқандар әрі кетсе 10 күн сондайдан тоқтап қалады. Ал 10 теңге бергендер бар емес пе? Әлі күнге дейін тоқтамай келе жатыр. Бір үзілмейді. Солардың несі үзілмейді, жаңа не дейтін еді. Қарасы да үзілмейді, олар да несі садақасын тоқтатпайды. Сонда олар садақаны құлшылық қылып алған адамдар. Әрине, олар дәрежесін бүйтіп өсіретін шығар. Құлшылық қылып, сол 100 теңге беретін адамдармен жасалып отырған жоба. Әрқайсының үлесі бар да. Мен бұрын осым Нұрбаракта оқып жүріп, Нұрбарак бітіріп, Құран оқып, өйстіп, енді ұстаздар қинап тапсыртқызады ғой, жаттатқызып. Сонда Жамбыл ұстазыма ойлайтын едім, маған Құран жаттатқызған, мұғалім сәни тәжвидті оқытқан ұстазымда намаз үйреткен. Бәрінен үлесі бар, бәрінен. Өзімді айтам ғой, мен адамдарды мен де үлес ала аламын. Мен үлесім бар деп ойлаймын деп өзім Құдайдың алдында ертең бір жерде бүйтіп тау кисе екен деп ойлаймын да өзім. Бірақ мына адамдар көмектесіп жатырғандар. Олар әрқайсында бөлек-бөлек сауап бар. Еще ол адамдар бірікпесе, бұл дүние тоже болмайтын еді. Бұлар бірігеді, сауапта тағы ортақтасады. Бірақ Алла Тағала кем етпейді. Әрине. Еселеп толық Құран хатым, әрқайсысы бөлек-бөлек. Мен айтып отырмын ғой, ана жерде бүйтіп кейде ойлайсың да жатып, ойлайсың да, осы шотыма түсіріп алсам ба екен деп, ана не сауаптарды да. Бірақ айтам, мен де үлесім болса екен. Өйткені неге бүйтіп кей жерде айтам ғой, осындай айтып қалған кезде жаңағыдай айырылып қалмайын ба екен деп қалам да кейде ше. Бірақ кейде насихат үшін бәрібір да біз бірақ ана адамдарға айтып отқан жоқпыз да. Мынадай сауап оқылып жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп ше. Ана адамдар да тоқтатпайды қолдауында. Өйткені біз басында айтқанымыз бар да, біз алдынан өттік қой, бүйтіп нәрсе жатыр. Ол адамдар да тоқтатпайды. Біз де оларға, мынанша Құран оқылып жатыр, сендердің себептеріңмен демейміз. Арасында бір айда, 2 айда бір айтамыз. Қойшы, айтып қояқшы, бір көңілдерін бір істеп қояқшы деп. Сол кезде бәрі Алла разы болсын істеп айтып отқан кезде, кері байланыс берген кезде, ана кері байланыспен адамдар бәрібір бір керек екен дейсің да, бүйтіп айтып, не істелу керек екен. Өзінің дүниесінің бір пайдалы нәрсеге жұмсалып жатқанын көру. Адам екенбіз ғой, ұмытып кете береміз біз ше, өзімізді адам екенбізді. Ана көру, көзіңе бүйтіп көрінуі, біз ана жәннат алас сияқты болып көрінеді ғой. Негізінде ол андай кішкентай нәрселерде жатыр да, кішкентай. Сол адамдар асынбаса екен. Аз болса да сондай осы мына садақа деген нәрсені сіңіру керек те өмірге. Айтып отырмын, негізінде бізді құтқаратын нәрсе де осы сияқты деп ойлаймын да, кейде осындай нәрселерді жұмылу. Негізінде исламның да несі ғой, өзі бірігуде береке бар. Сосын мына Құран хатында бір айта кететін нәрсе, бізде Орта Азияның несі ерекшелігі. Неге әлемде бұндай үлкен приложение жоқ деген кезде мен өз ойландым, неге бұндай приложение жоқ? Мен ақымақтың басына келмеген шығар бұл нәрсе, жалғыз өзіме. Деймін да іздеймін. Фейсбукты қараймын, Инстаграм, YouTube несі?
Apple'дың App Store'дан қараймын, Google Market'тен қараймын. Жоқ. Бір-екі жерде приложение бар, істемейді. Бір приложение бар, WhatsApp сияқты группаның функциясын атқарады да. Ол WhatsApp группа не, сен мына жақта приложение ашып алдың, екеуінің айырмашылығы бәрібір адамдарға бөліп беріп отырсаң параларды. Сосын неге барған кезде, Рамазан айында умраға барған кезде түсіндім ғой мен. Неге деген кезде ана жерде арабтар мәдениеті басқа екен ғой олардың. Олар ұжымдасып, мына мәдиналықтар мен куфалықтардың разницасы осы екен да. Бізге куфалық мектеп келді ғой. А олардың мәдиналық мектептерде не ол? Құранда бүйтіп. Біз не істейді? Намазды бітіреді да, бәрі бөлек-бөлек тасбих тартады. Вообще бірігіп, білесіз бе? Саудияда бірігіп тасбих тартпайды ешқашан. Біз не істейміз? Тасбихты бірігіп тартамыз ғой. Былай келгенде мұстахаб. Мұстахаб амал ғой былай келгенде. А олар істемейді оны бірге. Айтып отырмын да, біздің де ұжымдасып Құран, олар да Құранның приложениелерінде осы мәдениет бар да. Олар да Құранды бөлек-бөлек оқиды да. Ал бізде мынау WhatsApp группада бірігіп алып оқу деген мәдениет неден? Бұл ұжымдасудан да бұл. Мына куфалық мектептің әсері да бізге. Сол біз жаңа тасбихты бүйтіп бірігіп істеп жатсақ, мынадай амалдар біз үшін бірігіп істеу үшін біздің қанымызда ғой ол деген. Иә, менталитетімізде бар да. Сондықтан біздің жаңа бірігіп Құран хатым оқуымыз, группа ашып алып бірігуіміз, ол біздің жаңа мектебімізден, менталитет, тәрбиеден, ғұрпымыздан да. Сол үшін біз жақта осындай мына Өзбекстан, Қырғызстан деген елдерге осындай бар екені, ал неге біз бұл мәдениетті үйретпейміз арабтарда деген. Арабтарды Құран оқуда үйретейік те. Иншалла. Ұстаз, жаңа сізге жалпы нені айтып отырық? Құран жайында, садақа жайында тұрақты амал ғой енді күнделік. Енді сізге айтқым келетіні жалпы исламда білімді жүйелі түрде алу жайында айтсаңыз. Және жалпы адамдарды осы білім алуда тұрақты ету үшін қандай нәрселер жасауға болады? Енді жаңа басында айтып жатырмық қой. Барлығы енді қазір біз сондай бір жасқа келдік. Кезінде 90-шы жылдарда жаңағы 70-ші жылы туған адамдар қазір 50-де. Енді қазір біздің заманымыз келе жатыр. Мен өзім қазір 40-қа келіп қалдым. 37-демін. Енді қазір біз сол нәрсеге біз балдарымызды тәрбиелеуіміз керек. Сол нәрсеге келетін ұрпақты тұрақты түрде кітап оқуға, тұрақты түрде білім алуға, тұрақты түрде дамуға, бір орында тұрып қалмасқа әрқашанда. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтып жатыр, егер мұсылманның 2 күні бір күнге ұқсайтын болса, ол адам неде дейді, қасіретте дейді. Яғни ұтылып жатыр дейді күніге дейді. Яғни адам күніге бір нәрсені біліп тұру керек. Болмаса адамда қарапайымдылық болу керек. Адам пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтып жатыр, егер бір адам бір күні мен бәрін білдім десе, бұл бітті дейді, сол күні құрыды дейді. Түсінді ма? Момса ғалымдар айтады, мен бәрін білем дейтін адамға мен білмеймін деп айтқанша сұрақ қойыңдар дейді. Білмеймін дейтін адамды мен білем дегенше сұрақ қойыңдар дейді. Үйрету керек деп жатыр, қалай екі жағынан болса да. Түсінді ма? Сондықтан бұл білім дейтін нәрсе тоқтамайды. Бұл білім дегенде біз тек қана түсіп қалмауымыз керекпіз. Құран мен сүннеттің айналасындағы білім деп. Жоқ, олай емес. Мен алдындағы подкасттарымда айтып отырмын ғой, егер сен әрбір ілімді бисмилля мен және үмметке пайдалы болу үшін, Аллаға жақындау үшін оқитын болсаң, сен Алақ сүресіндегі Иқра дейтін аяттың астына түстің деп айтып отырмын ғой. Яғни сен IT саласы болдың ба? Мысалы мен Бексұлтанды баяғыдан білеміз ғой, бүткіл компьютерімізді, мына смартфондар бәрі шығып жатқанда осы Бексұлтанға барып істететін едік. Вирустарын не істеуге, өйткені Бексұлтан сол маманмен шықты да осы үмметке, қазір мұсылмандарға не беріп жатыр? Пайда беріп жатыр. Сондықтан мұсылман адам қандай возможность бар, жалқау адамның да приложениесін жасап беріп жатыр ғой Алла тағала. Жалқау болдың ба, жалқау адамның несін. Сен жаңа жалқау емессің ба, мынандай нәрсе. Бүткіл методиканы қолданып, мұсылман күніге дамып отыру керек. Ол қай сала болсын. Ол электрик бол, сен СТО-да жұмыс жаса, кез келген. Анау әкімге дейін. Сондықтан күнде сен бір нәрсені біліп отыруың керексің. Сондықтан мұсылманның 2 күні ешқашанда бір күнге ұқсап қалмау керек. Әрқашанда адам дамуды. Ислам соған міндеттейді. Бірақ өз-өзін көп алып қоймау керек. Бір күні Абдулла ибн Амр пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламға келді дейді ғой. Я Алланың елшісі алейхиссалату уассалам, мен бір күнде Құран хатым ете аламын. Айтып жатыр дейді да, жоқ олай істеме олай деп жатыр ғой. Айтып дейді, бір ай болшы хотя бы дейді. Жоқ дейді. Тағы да дейді. 10 күнде бір рет болшыншы дейді хотя бы. Жоқ дейді. Онда 1/7 дейді, болды дейді, осы 1/7 аламын дейді, осын дейді.
бірақ Абдулла ибн Амр ол күнге жаңағы не істейді, қартаяды, қартайғанда тістері кетеді, тәжбиттер дұрыс шықпайды, субханалла, сол бір ай дегенде тыңдауым керек еді дейді, айтып жатыр да. Сосын ба, соны аз-аздан деген айтып жатырмын ғой, сол аз-аздан күнде алып тұрақты адам білім алып тұратын болса, онда адам ол бір жылдың ішінде альхамдулилля сен күніге 2 бет Құран оқитын болсаң, күніге 2 бет бір нәрсе салада жаңағыдай алатын болсаң, сен бір айда, бір жылда сен 700 бет кітап оқыдың деген сөз ғой. 700 бет кітап оқу деген ол сен бір айда оқып бітіре алмайсың негізінде. Мен мысалға өлгендер қайтып келмейді деген кітапты бастадым. Күніге 20 беттен оқитын едім, сол ортасында келдім, әлі тұр сол. Түсінікті ма? Өйткені 20 бет оқып тұрса, жаңа айтып отыр, мен басымда күніге 20 бет деген нәрсе қалып қойды да, 10 бет оқып тастасам, неғылма қанағаттанбай қалып жатырмын да. 20 бет оқып отырайын десем, бір жағынан жұмыста уақытта келмейді, ана жұмыс бар, мына жұмыс бар, сол тартып кете береді. Түсінесіз ба? Ал мен әйелім бар, әйелім уже нені бітірді де, бірінші томды бітірді. Тек жатарда күніге 15 минут па 20 минут сол абай жолын оқиды. Соны айтады, соны бір жолын бітірді. Мысалға ана Ихсам Сүнежақ деген кісі бар. Жатарда Фатхул Бариді оқып, жатарда бітірген ғой. Жатарда 15 минут кітап оқиды. Фатхул Бари деген 15 томдық кітап қой, енді неде бір баспаларда 20 том 25 томдық толық келеді. Имам Хаджар Асқалани рахимахулланың негізінен жазған. Сол жатарда айтады, жатарда мен 15 минут оқимын, жауап тастаймын да болды. Соны бітірген ғой. Ойлашы. Бір жетте сен Фатхул Бари оқып бітіресің ба? Бітіре алмайсың ғой сен, қанша тырыссаң да. Сондықтан әрбір нәрсені сен сүйсең, соның құндылығын түсінсең, осы нәрсемен жетістікке алып келеді, дамуға алып келеді. Болмаса жоқ дегенде мен адамдарға қол жаймай өмір сүрем деген нәрсе болса да, сенде ол үлкен нәрсе, білесің ба? Тақуалықтың ол патологы. Өйткені жаңағы сахаби баласына айтып отыр ғой, сен қашан адамдардан мұқтажсыз боласың дейді, адамдардың қолын дәметпеген кезде дейді. Түсінсің ба? Яғни сен өзің нәпақаңды өзің тапсаң да, адамдардың қолындағы нәрсені, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтып отыр, адам ешқашанда халал тамақ, адал тамақ жеген жоқ, өзінің қолымен кәсіп еткен тамағынан басқа деп жатыр. Соған алып келеді да, бұл жеке даму деген нәрсе ше. Сондықтан мұсылман адам тоқтамау керек, жатпау керек, түске дейін ұйықтамау керек, үлкен нәрселерді айтпау керек. Там имам Мәһдиге жаңағы Құдай-ау бірдеңе деген үлкен андай қияметте болатын соғыстар бар емес па? Сол нәрсені айтпау керек. Таң намазынан бастау керек, кішкентай таң намазынан бастап, сондай кішкентай нәрселерден бастап 4-5 жылдың ішінде сен тауық қопаратындай дәрежеге жетуің керексің ғой, жалпы қысқаша айтқанда. Осы тұрғыда сіздің әңгімеңізді былай қарай бұрсам, әдеттегідей Дайымаптың тағы да бір несі бар, функциясы, ол ислам куиз. Осы жалпы адамдарды сол Дайымапта отырып не істейтін, ілім алатын, ислам ілім алу жайында. Негізінде оның аты білім куиз. Білім куиз, да? Білім куиз. Ислам куиз деген приложение бар, басқа. Оны сіз жасадыңыз ғой, жоқ? Сіз қатысыңыз болды ма оған? Сол сияқты нені естігенбіз, сіздің ана презентацияңызды қараған кезде, Дайымаптың сол кезде тағы да бір білім куиз деген. Соны қарап сізге не істегім келді? Біз енді жаңағыдай болса ғой, ілім жаңа несін садақа тұрақтандыру деген функцияны жасадық. Құранның приложениесін жасадық. Енді қазір қоғамда не болды, сұрақ көп та бәрінде. Бүткіл адам білет бір нәрселерді, әйтеуір әр жерден естіген, но бірақ нақты информациялар жоқ басында. Мынау дұрыс емес деген сияқты ше. Неге осы информацияларда негізінде дұрыс неге сүйене отырып, негізі бір жігіттер жасады ислам куиз деп. Бірақ ол приложение кішкене не болып қазір білмеймін, енді жұмыс істеп жатыр ма, жұмыс істеп жатқан жоқ па. Соны біз ойладық та, неге достоверный өзіміз білеміз. Достоверный информацияларды алып, мына күнделікті болып жатырған оқиғалар, дәрет, анау мынау деген сияқты. Мысалы мен көп кезде кездесем, мемлекет туралы әңгіме айтады, мемлекет басқару туралы, но бірақ судың түрін білмейді. Су туралы білмейді, судың үкімдерін білмейді. Бірақ жихад туралы әңгіме айтамын. Жихад туралы айтқанда мемлекетті басқару, ана президент дұрыс істемей жатыр деген әңгімелер жетеді, но бірақ су туралы білмейді, дәрет алатын. Сонда мен сұрақ қоямын ғой, сөйтіп, сен мынаны білесің бе? Ана, бірақ сұрағдандай да, сені типа осындай сұрақ қою арқылы жер қылып тастау да өзін не істеу. Авторитет қылып, мен мықты білемін мен деген сияқты. Ал суды білмеген адам ешқашан мықты болмайды да ол. Конечно. Соны мен су туралы қойған кезде сол жерде қалады ғой, таста
тастай сал дейсің ғой, болды. Сумен шайып жібересің ғой дәрежесін бәрін көтеріп алған сумен шайылып қалады. Сол кезде осы нәрсе неге осы адамдар жаймен үйренбейді деген нәрсе болды. Сосын неге біз осыны қоспаймыз дедік. Бірақ разработкаде оңай шаруа емес екенін түсіндік. Адамдар ойын жасау деген, әсіресе ойнатып арқылы не жасау оңай емес. Өйткені біз Құранның поддержкасінде біз жаңа айтып отырмық қой, 400-500 адам оқиды ғой, қазір 300-ге дейін жуық адам оқып отыр. Ошибка күнде. 2000 адамның садақасындағы ошибканы біз ана адамдардан қайталанып алып кетпеу керек, біреудің ақшасы артық алып кетпеу керек деген сияқты нәрселер бар. Соның бәрін қадағалауда күнде ошибка, күнде. Осы программистер сонымен алысады үнемі. Біз сонымен кешеуілдеп қалып жатырмық та, арнайы білім квизді жасауға бір программистіміз жоқ. Сол алдымда ерегіскеннен өзім программирование үйреніп жатырмын да. Жаңағыдай тұрақтылық дегенді осы жерге де қолданайыншы дедім да. Жаңа махаббатты қосып едім. 200 бетке 500 беттік кітап қой, 200 бетін оқи алдым да. 200-ші бетке келген кезде андай нәрсе болды. Мен артым шала кетіп жатыр екен да. Өйткені мен жақсы көріп тұрмын, оқып тұрмын, үйренгім келіп тұр, но бірақ мен код жазайын десем, енді бүйтіп тестировать етейін десем, білмей қала беремін, ана шалам, жаңағы оқып кеткен, практика жоқ болып қалып жатқан жерлерім. Программирование олай емес екен. Программирование кішкентай үйренесің де көп практика жасайсың. Кішкентай үйренесің де көп практика жасайсың. Сондай нәрсе екен да. Ал сен білгеніңнен пайда жоқ, оны бүйтіп жаза алмасаң. Әрине. Қазір енді андай искусственный интеллекттің заманы несі, мен бір рет андай нәрсе жасадым. Промптқа жаздым да, ChatGPT-ге. Сосын бір код жасатып алдым да, сосын программистке бердім. Мына кодты дұрыс па дұрыс емес па оқып берші дедім. Ол алды да, мына жері дұрыс, мына жері дұрыс емес деп бәрін дұрыстап берді. Примерно 10% ғана дұрыстадым деді, қалған бәрі сол ChatGPT берген кодпен тұр деді да. Сосын маған мынадай арам ой келді. Егер основной нәрсе, маған код оқи алу керек. Код оқи алу керек маған. Қате ана бала сияқты дәрежеде оқып, қате емес жерін түзете алу керек та, кемі. Ол үшін мен мына тілді білуім керек. Сөйттім де жаңағыдай бастап кеттім, үйреніп. Докторантура біткенше дейін 2 тіл үйреніп шығамын деп, программирование. Бірақ 1 жылға мақсат қойдым. 1 жылда осы тілді үйреніп, хотя болмаса junior дәрежесінде үйреніп шығуға. Сол айтып отырмын, білім квизге арнайы қазір біз негізінде осы күзде шығарамыз деп жоспарлағанбыз. Бірақ мына Құранның приложениесін неге жеткіземіз деп совершенствоға бітіріп алайық, өткен неге адамдар көбейіп жатыр. Жаңа қателер шығып жатыр. Солармен айналысып біз уақытымызды бөле алмай қалып жатырмық та мына жақта. Но жақын уақытта болып қалады негізінде. Иншалла, Алла берекетін берсін. Бұл енді алдағы мақсат қой, сол сізден сұрайын дегенім, жалпы қазір осы дайым ап жасалып жатыр, Аллаға шүкір, қаншама жұмыстарды көріп жатырмыз. Бұйырса болашақ енді мақсаттарыңызды айтып кетсеңіздер, иншалла, енді қай жерге дейін істейміз, барамыз Алла. Біз айтып отырмын да, біз рынокқа келген кезде осы ең бір садақап деген приложение жасаған кезде де айтып отырмық, рынок үлкен, бәрін істей аласыңдар. Мысалы, қазір садақап сияқты функциямен жұмыс істейтін 6 приложение бар рынокта. Біз ең бірінші жасадық. Адамдар андай қылып жасаған шығар деп ойлаймын. Бүйік Сұлтан істей алған затты біз де істей аламыз деп. Өйткені біз жасап шығардық, бізден кейін бірде андай болады ғой. Таңертең қырау не болады ғой, жаңағы қаптап кетеді ғой, жаңағы жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақ сияқты. Бірінші шықса болды, қалған бәрі шығады. Мен айтып отырмын да, бізде Қазақстанда не ол? Практикующий 1 миллион мұсылман бар ма? Жұмаға келетін 3 миллион мұсылман бар да. Жалпы мұсылманбыз деп жүрген 10 миллион адам бар да. Біз сияқты тағы 100 приложение керек дейін да. 100 керек. Өйткені ана барлық мұсылман Құранмен бірге болу керек қой, Құраннан алыс қой барлығы. Жаңа сіз айтпақшы ғой, жаңағыдай 10 жыл болды намаз оқып жүргенде, Құран оқи алмайды да. Ол барлық жерде бүйтіп статистиканы барлық жерде бірдей статистика. Сол айтады да, ол адамдардың бәрін Құранға алып келу үшін біз сияқты 100 приложение жұмыс істеу керек. Хотя болмаса біз 10 мың деген нәрсе 1%-ке жетіп алайық. 1%-ке жетсек, мүмкін андай ғой, бір белгілі бір белес бар, бүйтіп шыққаннан кейін өзі андай ғой, жайылып кетеді да. Сол жерге жетіп алайық. 10 мың адам бір күнде Құран оқысын. Жетсін соған. Сөйтек, біз соған үлес қосайық, сосын дәл сондай 100 приложение жұмыс істесін да.
масштаб дейсіз ғой. Иә, Машалла, алла берекет берсін. Енді ұстаз, уақытымыз болып қалыпты. Ұзақ уақыт болды. Соңғы сұрақты сізге айтсам, сосын сонымен аяқтасақ. Енді бұл проблема ғой қазір. Тұрақтан алмай жатырық бір іске. Сол сияқты жалпы бұл үмметтің жақсы амалға, қайырлы іске тұрақтандыру үшін не істеуіміз керек? Осыны айтып, сонымен подкастымызды тәмамдасақ. Өте қиын сұрақ. Қиын. Мен осы дін саласында 2016 жылдан бері жасап келе жатырмын ғой. Өте қиын сұрақ. Осы сұрақты талай қозғаймыз деп, талай жексұрында болдық адамдардың арасында. Жаңа қазақ айтады ғой, битке өкпелеп тоныңды өртеме деп. Қазіргі таңда бізде жамағат жасыратын жоқ, өте білім алуда өте әлсізбіз барлығымызда. Бұл енді айтып отырық қой, қазіргі таңда біздің мына буын ауысып жатыр ғой, енді былай қарағанда буын ауысып жатыр. Қазір біз бала тәрбиелейтін жасқа келіп жатырмыз ғой енді, альхамдулилля. Осы қателіктерді істемеуіміз керек. Мысалға мен айтайын, енді мен былай қарағанда менің жасымдағы адамдардың кітап оқитын адамды бізде вообще аз еді. Жоқ деп айтсақ болады. Жоқ деп айтсақ болады. Бірақ бұл кезде енді сондай болды ма? Жаңа Каспи сияқты маркетплейстер жоқ, не істеп тұрған, Шалқарда жаңа книжный магазин жоқ, кітап өтпейтіні анық қой енді ол жерде. Қазір альхамдулилля бүткіл мүмкіндіктердің барлығы бар. Қалай жасаймын десең де, онлайн үйреніп десең де ағарту бар, ағарту академиясы бар, Құран оқимын десең дайын бар, былай офлайн оқимын десең де мұрныңның астында мешіттер тұр. Бұл нәрсенің ақида екенін, Аллах Тағаланың сенімін, Аллах Тағалаға апаратын жол екенін, осы жалғыз ғана білім екенін біз ұғынуымыз керек. Бұл ақидалық мәселе, бұл нәрсенің жемісі. Яғни Алла және оның елшісіне апаратын жол, жәннатқа апаратын жол жалғыз ғана білім жолы. Түсінесіз бе? Соны біз барлығымыз ұғынуымыз керек. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Абу Дарда жеткізген хадисте айтып жатыр, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтып жатыр. Кім Алла үшін білім жолын алуға шығатын болса, қандай ілім, разница жоқ. Тек адамдарға пайда беретін білім болсын. Алла Тағала үшін ілім алуға шыққан болса, Аллах Тағала оның жәннатқа апаратын жеңілдетіп қояды деп жатыр. Бәтті осы мәселе болды. Сонсын ба? Сені қараңғылықтан шығаратын, қиын жұмысты жеңілдететін, бағана неде тұрық қой, шиномонтажда тұрық қой, келді анам біз деп жасап жатты, анамын үртіп жатты. Ана үретініменше, баяғыда біз үй жақта Сержан дейтін ағамыз болды, марқұм тие берсін. Ана үйіне машинаң дейді, ойнап жүрген жеріне әкеліп ұстатып қояды да 150 дейді насоспен. Ана насоспен бересің. Содан аяғыңмен көмектесесің адамға. Қазір техника дамыды, алтта 4 тоғалақты ойлаш, жарты сағаттың ішінде дискісін ауыстырыпса, не істемек? Бұл ненің арқасында? Бұл білімнің арқасында ғой бұл. Сосын білімнің арқасында. Яғни бұл білім бізді жәннатқа апаруға жеңілдететін болса, онда біздің дүниелік істерімізде де одан сайын жеңілдетеді деген сөз ғой бұл дейді. Басқа ешқандай нәрсе жоқ қой. Біз соны барлығымыз ұғынуымыз керек, және келетін ұрпаққа осыны ұғындыруымыз керек, және осының құндылық екенін түсіндіруіміз керек. Қазір үйде отқан кезде TikTok-тағы трендтерді, болмаса жаңағы әртістерді, болмаса әншілерді, болмаса бай адамдарды популяризировать етпеу керек, ілімді адамдарды популяризировать етуіміз керек. Мысалға мен жаман ішім ашиды, адамдардың ішінен не істеп түспеймін. Бір футболда 5 топты ұстаған үшін, ұстай алмаған үшін оған артта бір машина бере салды да. Ала берсін, мен ол өзінің несі, ризығы, нығметі. Бірақ 5 доктор бар ғой деймін да, бізде 5 доктор бар, бірдеңе қорғап атқан, болмаса бірдеңе жасаған, соған неге машина бермеске деймін да. Ойлаш. Түсінесіз ба? Доп ойнаған тозар, асық ойнаған азар, бәрінен де не озар деді, кітап оқыған озар деді. Атамыз айтып кетті осы нәрсені. Түсінесіз ба? Және осыны құндылық қылуымыз керек, сол кезде біз иншаллаху тағала озамыз деп ойлаймын. Иншалла. Ол енді жарнама деймін да. Үлкен, ол жерде үлкен жарнамалық, үлкен ақшалар құйылып жатыр адамның несін алу үшін, назарын алу үшін да. Ал ілім үшін ешкім өйтіп ақша құйып жатқан жоқ қой. Ілім өзімен өзі ғана тұр ғой. Тек өзімен өзі, енді Құдайдың берекеті бар ғой сол үшін ғой.
ол ешкім оны жойып жібере алмайды да. Той жүре алмайды, иә. Бірақ жаңағыдай ғой, ешкім онымен айналыспаса, ол да бір жерде көл болып, иә, тұрып қалады да. Оны тазарту керек. Қайттан жұмыс, оған тағы ақша құю керек. Ұстаз, алла разы болсын. Амин. Баршамызға алла разы болсын. Уақыттарыңызды бөліп келгенге Бексұлтан ұстаз, алла берекет берсін жұмыстарыңызға, қызметтеріңізге. Құрметті көрермендер, осымен біздің уақытымыз тамам болып қалды. Алла тағала баршамызды осы хайырлы істе тұрақты қылуды нәсіп етсін иншалла. Баршаңызға ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.